Бауырлар, қазақ YouTube кеңістігінде подкасттың түрі бар, бірақ енді бірімен бірегейіне жататын, яғни спортшыларды қолдау мақсатында ашылған қолда подкасты іске қосылғанын айтқым келеді. Яғни бұл жерде өмірінен жартысынан көбін спортқа беріп, елдің туын бірнеше ареналарды көтеріп, бірақ ел алдында дұрыс қолдау көрмеген, яғни кейбір кездерде демеушілердің болмау себепті карьераларында қиындық туып жатқан спортшыларды шақырып, өз тарапымыздан соны елге таныстырып, мүмкін араларыңыздан сондай бір жомарт жандар шығып, қолдап жатса, оған біреуіне болсын бір себеп болсақ, біздің миссиямыз орындалды деп білетін боламыз. Яғни сіздер де бізді қолдап, қолда подкастын жібере алмай көріп отырсыздар. Бауырлар, бүгін бізде қонақта осы төбелес саласында, яғни ММА, рукопашка, сол салада елге курьер атағымен танылып, талайдың светін өшіріп үлгерген Бакиров Бекжан бауырымыз, яғни осы күні сіздер Аю деп танып кеткен. Қош келдің бауырым. Ассалаумағалейкум. Қалайсың братан? Жақсы ма? Енді қазір енді спорт сүйер, осы бізде еліміз төбелес деген нәрсеге бір иығын беріп тұрады ғой халық. Барлығы сені бәс курьер деп танып кетті ғой қазір. Курьер свет өшіреді, апасың деп. Бұл атаққа қалай жетіп қалдың өзі? Курьер деген тема қаяқтан шығып кетті өзі? Курьер деген тема не ғой? Алишер досым ғой өзім, бауырым, кішкентай кезден өсіп келе жатқан, бірге бокста бірге жүрдік, ол интернаттікі болды. Біз облыс сөйтіп жүріп танысқан бауырым. Сол көріп қалды ғой, мен жолда саяхат жақта көріп қалды, осылай досым қалайсың? Сөйтіп айтты, не тастады енді ұсыныс. Көрсетші деді төбелесіп. Болды, звондайсың ғой, смело дедім. Бір аптадан кейін звондады, бойы бар деді. Сол мотоциклмен бардым, сумкамен бардым, төбелесіп кеттім. Мен дайын емеспін, вообще тренировка істемегенмін. Жоқ, бұл жерде просто халықта недоразумение отырды. Қалай натуре курьер болып жүріп, бұл төбелесіп салды ма? Сонда төбелесіп салып, сонда оңай ма деп ойлап отыр ғой. Бұлар деген негізі сенің базаң кім екендігі, в общем, сенің шыққан, қаяқтан шықты, бұл не түсінбей жүр ғой. В общем, өзің жайлы бір базаң жайлы айтып кетші. Базаңа түріне қарасаң, базаң бір борец сияқтысың да, негізі ше, анау түрі мықтай береді деген сияқты болып тұрсың ғой. Негізі базаң, мен білуімше бокс. Боксқа қалай келдің? Бокс 13 жыл бокс қатысып тұрмын ғой, 13 жыл. 13 жыл? Аха. Чемпион Қазақстан болдым, чемпион Азия болдым. Дети Азия деген бар еді, білесің? Сода чемпион болдым. Олимпиада, неге бардым? Әлем чемпионатына бардым. Қазақстан чемпионаты. Бір рет өттің ба? 4 рет алдым ғой. 13-тан не кіреді? Демалышқа не кіреді? 4 рет Қазақстан. Дети Азияны бір рет өттің. Аха. Это серьезно, уже серьезно. Содан келе жатырып қойын, білмеймін, ойлайды көбісі мен жолдан қосылсаған деп. Негізі курьерлардың бар жандай, мына көріп отқан курьерлар шатыс кетпесін деген ғой. Біз бәріміз келе сап ертең бір звезда болып кетеміз ойлағанбыз да, бұл қаншама жылдық еңбек, тек қана оның соңғы кезеңдерін ғана көріп отқан түсіндіріп қояйық. Әйтсе көп андай оңай жеңіл жол іздейтін жігіттер көп қой қазір осы күні. Жаман ойлап ниет қалмасын. Енді осы күні мен білуімше бокста жоқсың. Бокста жоқсың. ММА әлемінде жүрсің, бірақ енді бұның арасында күнделікті өмір дейтін нәрсе бар ғой, күйбең тіршілік бар, не істеп жүрсің? Спорттан бөлек или вообще спортпен ғана жүрсің ба? Жоқ, спортпен ғана емес, қазір шын көлік алғаныма көп емес болды, жақында алдым. Тренировка істеймін, азында сөйтемін да, кешке өзім тренировка өткіземін. Тренер, рух боксингта тренермін. Играющий тренер? Аха, тренермін, арасына неден тренер? Бокстан ба? Иә, бокстан, таза бокстан. Тренермін, арасына таксовать етемін, сол. Енді мен білетінім, енді қай спортшыға болсын, ол таксовка деген былай қарағанда, енді машина айдаған болмаса, ол да бір үлкен жұмыс қой, негізінде адамның бір энергиясы зор қой. Жаттығуға негізі даже тренер болып жүріп, тренер болып залда жүріп, бірақ спортшы дайын, өзің спортсмен болдың, ол екеуі бір-біріне келіспейтін нәрсе да негізінде. Сен екеуін біреуін таңдау керексің ғой. Бапкер болдың өзі өте қиын энергияны жеп қояды. Сен одан бөлек жаңағыдай таксовать етіп жүрсің, еще плюс бойға дайындаласың. Қалай отырсың мен ол? Быт-шыт болып жатыр ғой. Быт-шыт болып жатыр ма? Бірақ шүкір осығанда жай осымен да келе жатыр қой дер. Енді мысалға жаңа өзің айтып отырсың, бокста жаңағы Қазақстан чемпионы болыптың, Дети Азияға бардың. Енді былай ойлап қарағанда, енді бұл подкаст көріп қалғандар неғып бокс баса бермеді до конца деп жаңағыдай, неғып таксовать етіп кетті сразу деп ойлап қалуы мүмкін да, неге арасында бұл осындай бір окошкалар көп деп жатыр да. Соны бір түсіндіріп берші. Окошко көп болғанда енді ол жерде
бокста жүргенде айлық алып жүрдік. Кейін айлықтан алып тастағаннан кейін уже ол кезде проезд керек болады ғой енді. Жол кіре Тараз арена енді жақын жер емес, мен Залинде тұрамын. Тараз арена бір шаман жер ғой. Тараздың тумасың, Тараздың шетінде тұрасың кеше. Иә. Ол жаққа барып келудің өзі, мысалы үйіңнен әке-шешеңнен ақша сұрай бермейсің ғой. Сөйтіп жұмыс істеу керек болды. Оны жазыратын түгі жоқ қой. Иә. Сондай болды ғой. Алматыға қалай келіп қалдың сонда? Алматыға бір адам ең Алматыда бірінші стройка істедім ғой, бір адам ең бірінші. Стройкада жүрдім, кейін курьер, сөйтіп осы жақта осылай көрініп кетті ғой. Қысқасы спортта жүрдің, Қазақстан чемпионы болдың, бірақ енді ақша түсетінше тоқтап қалды, сен сөйттің да Алматыға жұмысқа келдің. Стройкадан бастап кеттің. Жоқ, бір адам ол. Одан кейін мен бір адам, спортты қойғаннан кейін ба? Иә. Спортты қойғаннан кейін бір адам, мен біраз нәрсе істедім ғой. Айтсай солар қызық отыр бізге. Мен в общем тауда мысалы бір адам малда бақтым мысалы. Неде Жуалым тауында малда бақтым. Өзің малың ба или біреудің малын бақтың ба? Жоқ, елдің малын бақтым. Ауылда мысалы басында ең бірінші пада жинап бақтым ғой, бір адам ауылда. Ауылдың малын бақтым да, таза. Өзім бір адам ауылдан өскенсің, ауылдың малын жинап, ауылдың малын бақтым. Кейін олар тауға мысалы сиыр қоғасың ба? Сиыр мен жылқы бақтым ғой. Олай қарағанда бізде қазір анау кешке мен айтамын, енді Америка тұрдық, Америка жүрдік қой, біз кәсіпқой бокс мансабымызда. Енді Америкада ковбой деген имидж бар да. Ковбой десе, қыздар соған байға тигісі келеді, кәдімгідей бар ғой. Ковбой келе жатырса бәрі орнынан тұрып орын береді да. Ковбой деген негізі кау деген сиыр, бой деген сиыр бағатын жігіт қой, бірінші былай қарағанда. Бірақ ол жақта ол ковбой деген имидж да, біздің Қазақстанда ол имидж емес. Сиыр бағатын жігіт там малшы деген сияқты қарайды да. Ал керісінше болу керек та, наоборот, біздің елде атамыз, ата кәсібіміз мал баққан, бұрыннан сол ата кәсібіміз ғой негізінде. Бұл үлкен бір абырой болу керек. Бізде қазір бұл нәрсе жоқ. Керісінше енді шын айтқанда бәйгенің атымен жүк тасығандай болып тұр ғой. Сен енді спортта жүрген адамсың, қалай енді нәпсіге қалай тиді енді? Спортта чемпион, 4 мәрте чемпион Қазақстансың. Дети Азия чемпионсың. сөйтіп әкеліп мал бақып кеткен қалай болды былай көңілге? Ондай ондай особой көңілге алып, ондай не қылмадым. Жұмысты жұмыстай қабылдадым ғой. Бүйтіп жұмыс таңдамай деген. Жоқ, андай іштей бір нелер болды ма, бір өкініш қарсыластар, өкініш болды ғой. Мен болады ондай, бекер қойдым деген сияқты. Бірақ сондай болу керек болды ғой. Базар жоқ. Анау қазір психологический травма, мен психологқа бару проработка істеу сөйтіп жүрген адамдарға конкретно сен әңгіме болды, конкретно болып қалды, енді қайтейін деген әңгіме болып тұр ғой. Негізі өте күшті да. Осы нәрсе жетіспейді біздің осы күнде жастарға, өйткені олар кішкене қастан ауыртады көтермеген, өмірінде сәл бір кішігірім өзгерістер болып қалса, сол өзгерістерден стресс алып отырады. Сен действительно былай қарасаң енді елдер с корабля на бал болады, сен с корабля, короче, сразу қойға айтып қалыпсың ғой, малға, уже действительно былай қарағанда мен оны түсініп отырмын. Қазақстан төрт топ Дети Азия чемпион болу деген ол действительно үлкен еңбек. Енді Алматыға келдің, жаңа стройкадан кірдің. Стройка мен білетін оңай емес, жақта ешкім бет асып кетіп жатқан жоқ сен. Қалай болды жақта? Ең бірінші қолдан біраз келуші ме еді негізі? Қолдан келеді ғой, анан істедік қой. Мынандай болды ғой, короче, ең бірінші келген кезде тоже қыста келдім. Дос бала екеуміз пассаттың артында жаттық, кәдімгі қыста ше. От алдырып қойып, пассаттың артында түнде ұйықтап аласың, азында жұмысқа. Андай квартира бұл жақта шынымен керек 200 мың теңге, 250 мың теңге. Чисто пассатта жатасың, жұмыс істейсің, пассатта жатасың, жұмыс істейсің, сондай болды. Пассат үй дейсің ғой? Пассат үй болды ғой, короче. Сондай тірліктер. Андай бір стройкадан кейін бір ақшасын ала алмай жүретін жігіттер болушы еді ғой, ақшамыз бермей қойды, анау бүйтіп кетіп сөйтіп кетіп, бірақ енді башкаларға өйтпеген шығар, рисковать етпеген шығар. Жоқ, ондай болған жоқ. Керісінше біреудікін алып қоймасам, өзімдікін бермеймісің ғой. Ол да дұрыс екен. Сөйтіп курьерскийға сен осы соңғы уақыттарда келдің, негізі осы ММА-дің алдында келіп қалдың осы? ММА-дің алдында істеп жүрдім ғой, бір істеп жүрдім, сол кезде істеп жүрдім ғой, курьер. Мен бірінші бойды ұтқаннан кейін де курьер, екінші бойды ұтқаннан да курьер, үшінші бойды ұтқаннан да курьер болып істедім ғой. Кейін осы жақында осы бір 2-3 ай болған шығар кіргеніме. Сонда не, мысалы бірінші бойдың гонорары, екінші бойдың гонорары аздық етті ма сонда, или ол басында саған гонорармен көп күрестен кетуге себеп болмады ма? Гонорар ондай әлі мықты емес қой, братан, біз жай-жай. Енді бір өкінішті бізде қаншама дарын жастар бар, кәдімгідей сақадай сай, төбелес берсең, ертең болса ертең, бауға болса бауға, жаңа сайға болса сайға деп. Бірақ енді бізде әр сенбіде тойханалардың тойған той ғой, енді қазақ той көп болғанмен жекпе-жектер бойлар азды.
той көп болса да енді сол үшін бұрында той бітпесін деп жүрдік, қазір бой бітпесін қазақтың. Бой бітпесін, Иә, сол. бой бітпесе біздің қазақтың дарындары олардың өздерін көрсететін мүмкіндіктер болады. Әлде талай жаңа октагонның да олимпиаданың чемпиондары шыға береді да негізінде. Так, одан кейінгі бізде көкейде жүрген сұрақ саған өзіңе деген. Бокста жүріп сен бір күреске барып екінші орын алып кеттердің ба, сондай бір хабарлар естідік, сен жайлы тараздан көп әңгіме бар екен. Иә, ондай болған. Қалай болды? Тренировкаға кетіп бара жатқам, сол боксқа кетіп бара жатқам тренировкаға. Сол кезде біздің ауылдың балдары не кетіп бара жатқан, анда сельский игры деген болатын еді ғой баяғыда. Иә, иә. Соған облысқа кетіп бара жатыр екен. Жүр кетіп барасың ба? Кеттім, барамын. Сөйтіп барып 4 схватка өткіздім. 3-еуін ұттым. Енді финалда ұтылып қалдым. Енді бәрі финалда мықтылар, бәрі келеді ғой. Иә. Финалда ұтылып қалдым. Боксқа қарсы жүр, бірақ күрестен. Күрестен алып кеткенсің. Бұл борецтарға кішкене не болып тұр да. Борецтар енді боксерлар просто еще жан-жақта да. Қадап келдің, короче. Үшеуін қададың, төртіншісі өзім қадалдым ғой. Қадалу демекші, сосын бір сен жайлы бір ақпарат іздедік. Жаңағы қазір осы күні Елдос Сүметтің аты елге мәлім болып тұр ғой осы күні. Оны білмейтін адам жоқ. Кішкентай баланың өзі кім болсын Елдос Сүметов баламыз деп жүр да. Енді ол действительно біздегі күрестің, яғни дзюдоның деңгейін жоғарылатқандығының себеп болды да. Қаншама осы жеңістен осы жеңістен қаншамалар дзюдо есігінің астына себеп болды. Енді сол Елдос Сүметпен көршімін дедің ба, бір әңгіме. Елдос Сүмет сен қадап кеткен дедің ма сол? Қадап кеткенде, иә, мектептің артында. Қалай қадап кетті? Ақшаға қадап кетті ма? Баспан қадап кетті ма? Жоқ, олай емес. Не ғой? Ол кезде осы молодежка чемпион мира болды. 2011 кейін. Ол ма молодежь чемпион мира болды ба? Аха. Кейін тренировка істеп жүрді ол, гран-прилер, по мужикам чемпион қазақстан болды. И оларда таразға келді осы. Үй жағынан ол сбор, и тренировка істеп қайтайық деді маған. Мектеп жаққа бардық, зал жабық. Біздің зал кішкентай зал еді, қазір енді дәу ашылды, сол кезде далада күрестік қой уже. Тренировка істейік. Сен салмақ қаншасында? Мен ол кезде 75. 75 ол 60. Примерно 80 килограмм ғой, мен салмақ қуасың, аха. Ол 60 килограмм. 20 килограмм разница. Кішкене не күресіп көрейік деді уже бар ғой. Дос бола келеміз. Былай да қадады. Бір қарасаң аяғыңды аспаннан көргенсің. Действительно талантты бала, өте мықты. Енді Елдоспен күрестім деп айтсаң да күшті ғой негізі. Осы күні Елдостан ұтылып қалдым деп айту. Бізде енді қазақта барлықтарын ұтқанымызды айта береміз ғой. Ананы ұтып алдым, мынаны ұтып алдым, бірақ негізі анау армияға барып келіп бәрі ұрып кетті. Сонда кім дәй жеп келіп отыр деген вопрос сияқты ғой. Негізі біздің менталитетте негізі ұтылғанды айта алмайды да. Негізі ол қате деп ойлаймын. Адам ол адамға тән нәрсе да, жеңілген жер көтереді. Действительно ұтылып жатқандар көп. Мен де бір шамадан ұтылдым. Сен де мысалы Қазақстан чемпионатында зональныйларда қаншама халықаралық турнирда жеңіліс таптың, иә. Бірақ біз ол жайлы көп айтпаймыз. Негізі шынайылықтың бір белгілерінің бірі шынайылық қашан да модта ғой негізі. Өмірде мода өзгере береді, бірақ өзгермейтін модалар бар, ол шынайылық. Кімнен жеңілді тағы айтсайшы? Көп адамнан жеңілдім мен. Талай адамнан жеңілдім. Бірақ мынау соңғы этаптарда құдайға шүкір ұтып келесің. Иә. Мынау неден ұтылдым сол найзада ММА-да ұтылдым. Иә. Бірақ ол кезде андай бар екен, ана түр менсінбей шығу деген ше. Болды ма, кіріп кетті ма? Соғы менсінбей, ана жақта уже мен жел беріп тастаған уже, болды, короче, құлап тастайсың. Найзада кім еді аты? Өзбек бала ғой. Өзбек. Аха. Өзбек бала мысалы. Құлап тастайсың, мен натуре шықтым, бірақ құлап тастайын деп ше. Болмайды деген олай. Ұрдым, қолсында саусақ ше. Ұрғанда удар қай раундта сынып кетті? Бірінші раундта сынып кетті. Қол сынып кетті. Бірақ білмеймін, до конца күресіп бердім, до конца төбелесіп бердім. Бізде анау кішкене енді білмеймін, менталитетте ма бір кемшіл нәрсе бар да, негізінде енді өзбектермен шығатын кезде там біздің миымызда біздің нормально айта берейін ба? Сен біраз істеп жатыр екен деймін. Бізде өзбектермен шығатын кезде кейбір бұрындарда стереотип қалыптасып қалған ғой, мысалға там китайстардың бәрі ұшып жүріп төбелеседі деген киноларына қарап өзбектерді бір стройканың маманы деп көреміз ғой әлде. О, үйде бір жұмыс бар еді, там үй салып жүр, там сол керек дегенде бір өзбектерде бар ма, бригада бар ма деп іздеп кетеді да. Негізі өзбек спорты ол қазір действительно алтта. Бокс мықты. Боксынан да, дзюдосы да қаншама олимпиада чемпионы шығып жатыр, мысалы. Иә, сол үшін кейбір кезде бізде анау сол жаңағы өзбек ағайындар, действительно өзбек өз ағамыз ғой, ол действительно қалай жағынан болсын, біз енді қазақтар жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деген нәрсені позицияда болатын болсақ, негізі өзбектерден үйренетін нәрсе бізде көп. Просто кейбір кезде сол өзіміздің сәл андай мәрт мінезімізбен ба, сәл бүйтіп менсінбей қалатынымыз бар да, ол бар. Өзің мойындап отырсың оны, иә. Одан кейін настроймен шығатын болдық, да. Негізі андай нәрсе бар да, негізі осында бізді қазір қарайтын жас спортшыларға айтатын.
вообще негізі әлі де өзіміз төбелесіп қалатын болса өзімізге де еске салған дұрыс та. Негізі сен төбелесесің, әлі жақын күндері бойларың болады бұйырса. Негізінде мықты қарсыласқа настрой ұстап қажет емес. Мықты қарсыласты енді ешкім ұтылу үшін шықпайтын еді анық та, айдан анық. Бірақ бір секрет айтып кетейін дегенім ғой, мына жақта қарап отқан жас спортшылар бар, бір психологиялық түрде, өйткені көбіміз физикалық түрде бәріміз дайындаламыз, бәріміз шыны керек бүкіл енді ол да күніне 2 рет тренировка істейді, күніне 3 рет тамақ ішеді деген сияқты 8 сағат ұйықтайды. Бірақ енді бәрі чемпион болмайды ғой. Кім чемпион болады? Оның яғни кім психологиялық түрде дайын қарсыласқа, ол сол ұтады. Яғни енді қарсыласты ұту, енді қарсыласының мықтысы бар, мықты емесі бар, шыны керек мықты қарсыласы мықты екенін любой точкамен сезіп тұрасың ғой, короче. Артында сезіп тұрады ғой мықты екенін. Мынау мені езіп қоюы мүмкін, мынау мені жеп қоюы мүмкін деген сезім тұрады ғой өзіңде, білесің ғой. И дәл солай қарама қарсы сен уже кейбір кезде қарсыласың әлсіз болған кезде, мынаны еземін деп тұрасың ғой, оны да біліп тұрасың да. Негізінде психологияда осы нәрсе, осы екеуінде қателесетін нәрсе бар. Мықты екенін сезіп тұрған кезде оған ұтамын деп настрой берсең, жанасың. Жанып кету дейтін нәрсе бар ғой, жауапкершілік та. Мынау мен шығамын, мынау финальный бой мен үшін деген сияқты. Бірінші бойда мысалы мықтымен кездесіп қалсаң сен, мынаны ұтсам болды, ары қарай бағым жанады, бұны ұту үшін мен бүкіл деп и так та сен ұтуға шығайын деп тұрған адамсың, сен оның үстінен өзің миыңа ұту керек деген нәрсені көп айта берсең, сенде желание көп болады да, бірақ сенің ол жанып кетуіңе әкеледі. Яғни сен түні бойы бойды ойлайсың, ертең ойбай үйден қой сойып құран оқып шығарып тастап еді, ұтылып қалсам не деп айтамын деген нәрселер, ел қарап тұр деген нәрселер сенің миыңда давить етеді да, ол сенің жануыңа алып келеді. Яғни мықты қарсыласпен шығудағы бірінші санатын нәрсе, оны ұтамын деп өзіңе жеке одан да үлкен бір жауапкершілік алмау. Нәтиже алладан ғой негізінде. Сенен себептер. Яғни сен себептерді ойлау керексің. Мынау мен мынандай тактика істеп көрсем болады. Второй номер болып істеп көрейін, екінші раундта темп көтеріп көрейін, аяғымды түсіріп көрейін деген сияқты нәрселерді ойлауға болады. Бірақ қарсыласты ұту керек дегенде ұтуға баратын жолды аз-маз ойлауға болады. Ал былай нәтижелі ұтылып қалсам не болады деп ойлау, ол адамды жандыруға алып келеді. Бұл бірінші. Ал екінші нәрсе, көп жағдайда новичок жаңағы сабердің әлсіз бар кезде біз сезіп тұрамыз да, оған даже разминка істегіміз келмейді ғой, бүйтіп сәл бүйтіп что там қай раундта қотайын деген сияқты барып сұраған келіп тұрады ғой, там пешінен қотайын ба, жақтан қотайын ба деген сияқты. Осы нәрсе қотады, яғни менсінбеушілік деген нәрсе жаман. Адам психологически менсінбей тұрған кезде оның әрбір клетка мышцасы жекпе-жек барысында болатын күтпеген жерден соққылар бар ғой, оған дайын болмайды, реакция болмайды да. Өйткені ол уже ұйықтап тұратын несі да. Яғни осы кезде не істеу керек? Керісінше, біріншісінде біз настрой ұстамау керек болатын болсақ, керісінше мықты емеске настрой ұстау керек. Ол мықты, мынау маған дайындалды. Миды сендіру керек. Мынау мықты, бұл жай болып көрінгенімен, бұл маған тактически дайындалып келді деп өз-өзін ояту керек. Сонда, яғни шатастырып алмау керексің. Мықтыға настрой ұстамау керек. Наоборот, ойнап шығамын деп ойлап шығу керек та, сол кезде сен ұтасың. Өйткені көпшілік ойлайды, андай көп энергия деген нәрсе неге оймен көп кетеді ғой. Көп ойласаң, энергияң бәрі төгіледі ғой кәдімгідей. Затрат энергия, мысалы сотканың өзі iPhone 15 болса да, мысалы 16 болса да, егер сен оның ішінде батарейкасы болмаса, одан пайда жоқ қой, заряд болмаса. Дәл сол сияқты спортшы қанша тәжірибесі болғанмен, ол түні бойы думкада болса, жекпе-жекті ойлап, қарсыласы мықты екенін біліп тұрса, ол жанып кетеді, ода энергия болмайды уже. Яғни мықтыға ойламау керек, жекпе-жекті мықты емеспен наоборот ойлау керек. Сол кезде сен оянып шығасың. Бұл енді кішкене лайфхак болсын бізді қарап отқан жас спортшыларға. Одан бөлек өзін психологиялық тұрғыда қалай өз-өзіңе настрой бересің, соны айтшы. Өйткені көпшіліктері тренировка жайлы айтады, мынаны ұрам, удар қойшы, мынаны істеймін, бірақ психологиялық настрой қалай? Өз-өзіңе қалай шабыттандырасың, жекпе-жекке шығарған алдында қандай установкалар қоясың? Мен левша аяқты бермеу ғой. Аяқты бермеу. Аяқтың сыртына шығармау дейсің. Аяқтың сыртына шығармау. Разрездер ұстау. Оны көбі түсінбейді да, аяқтың сыртына шығып кетсе, енді мына жақта жүреді, қарсыласы мына жақта жүретін болса, сен бүйтіп ұра алмайсың ғой. Сосын мына жақта жүру керек. Соны сыртынан шығармау и разрездерді көп ұстау ғой. Разрез ұлдарды. Алдын қолына да, арты қолына да ұстай беру. Печенге, басқа, мысалы, разрездерді көп ұстау. Ал психологиялық тұрғыда қалай настрой істейсің? Мысалға, бұдан жаңағындай, не дейді жаңа, бұдан ұтылмау керекпін, или болмаса бұдан ұтылатын болсам үйде позор болады деген сияқты настройлар ма, или қалай? Жоқ, менге әшін рахат үшін шығып отырмын өзім. Для себя рахат. Кайфовать етіп. Ештеңке ойламай, мен шығам бар, еңке болды, секунданттарды естімей қалып отырмын ғой. Өзім үшін, конкретно анам үшін. Төбелес бірге бір. Иә. Болды. Вообще, енді былайнан ол сен дейсің, ол сенің қазақ болмысында сондай нәрсе бар да. Ол негізі американецтер бұндай просто ойнап шығам деген нәрсеге үшін ол психологпен жұмыс істейді ғой негізінде. Просто ойнап шығу деген нәрсеге жету үшін ол кәдімгідей оның алдында отырады,
миымда мынандай проблемалар бар деп айтады да, сенде альхамдулилля ондай емес. Значит, яғни сенің қаныңда железно бір батыр бар ғой, бір жанып кету жоқ, жоқ па? жанып Бірақ екінші жағы бар, менсінбей қалу жағы бар Аха, да. менсінбей Проблема қалу жағы. менсінбей қалу Аха, жағы. сол бар. Яғни саған екінші жаңа әсер етеді. Аха, Сен наоборот настрой жасау керексің да. аха, Саған настрой жасау керек саған. Өйткені сенде уже менсінбеу деген нәрсе бар. Ол жаман. жаман. Қай жақта вес қудың сен өзі? Не қай жарысқа қойдың весті? Федерация ше? Кубок конфедерацияда Атырау. финальный бой ма? Или Финальный Атырау бой емес, андай бірінші бойлар ғой, финальный бойлардың бәрі Астанада болды ғой, братан. Атырауда сен юг-запад болды ғой, ана? Аха, Иә, юг пен запад. Получается, сен ол кезде бокстан, қазір ол жарыста болған жоқ. Кубок конфедерация деген жарыс болды, яғни қала мен қала футбол сияқты төбелесті ғой, иә? Иә, сол ғой. Яғни Шымкент, сен Тараз, кіммен Атыраумен төбелестіңдер ма? Аха. Шымкент, Атырау, Тараз и тағы бір қала болды. Орал ма біреу Иә. болды. Сөйтіп 4 қала сол жерде кездестіңдер. Аха. Между собой төбелестіңдер. Иә. Сен Атыраумен істедің ба? Мен бірінші Шымкенттен істедім ғой, ең бірінші. Ұттың ба ұтылдың? Жоқ, Шымкенттен ұтылып қалдым. Ұтылып қалдың? 2-1. 2-1 ұтылып қалдың. Аха. И одан кейінгі ой Атырау командасымен. Атыраумен, иә, негізі маған істемейсің деп еді ғой. Не үшін еді? Істемейсің, ал екі бала ғой мысалы, замена. Бір салмақта екі баладан Екі барыңдар. баладан барасыңдар. Ертең анау істейді деді, дос бала істейді деді. Бір салмақта екі бала. Сөйтіп болды дедім да мен, короче, су ішін әкелу үшін болды ғой. Иә, тамақ ішу деген нәрсе басталды. Салмақ қанша өзі? 75. Иә. 80-нен бірақ шықты. 5 килограмм қосып жібердің бір күнде. Бір түнде 5 килограмм. Не жедің сонша 5 килограмм? Су ішін мен салмақ қуып бардым ғой өзім, салмақ қуып бардым. 5 килограмм бір күнде қостың. Сөйтіп ары таңға 6-ға дейін салмақ қудым ғой. Замена шықпайтын болып қалды ма сонда? Жоқ, заменаға шықпағанда кеш келді да старший тренер. Короче, ертең сен шығатын болдың деді ғой. Опа. Ағай, анау деп уже айта алмайсың. Иә. Сөйттім да болды дедім. Салмақ кетті ғой, короче, қуу басталды ғой. Салмақты қалай қудың сол кезде? Мысалы бір түнде 5 килограмм қуу деген сен жаңа жеп алған, су ішіп алдың, тәтті нәрсе ішіп алдың. Тәтті нәрсе жедім, колаға тойдың. Қалай қудың? 5 килограмм бір күнде түсіру деген нәрсе бұл енді мына не то что спортсмендерге бұл қазір әйел затының проблемасы ғой. Әйелдерді қарап көрсең, бір күнде 5 килограмм түсіретін болсақ, в общем, ол жерде мынандай болды ғой, бір аптада балерина боламыз деп ойлады ғой уже. Мынандай ғой, командный жұмыс қой, брат, ол жерде. Командный жұмыс. Азанда мысалы таңға дейін братан, прикинь, уже сағат 12-ден бастап таңғы 4-ге дейін жайықтың жағасында жүгіріп жүрдім ғой, әрі бері жүгірем. Келем, салмағымды қараймын, әлі бар. Сөйтем, Әбілханның дос балдар Аманқұл бар ғой. Иә. Солар келді, лап бастайды, лап ауырамын, қайтадан жүгіріп кетемін, в общем. И былай қарасам, вроде нормально да, братан. Сөйтіп азында взвешенныйға барамын, короче. 100 грамм лишний, 100 грамм ғой. 100 грамм. 100 грамм лишний. 100 грамм енді сөз емес қой. Атыраумен ойнаймыз. Иә. Бірақ анау көрді да мен қуып жүргенімді, мысалы. Иә. Естіді, айтамын ғой, тұрсем шешіп тастайыншы, тұрайыншы деп. Тұрғызбайды ғой. Иә, андай бокстың ережесі жаңағы орамал орайды да. И тұрсыңды шешесің. Иә. Тұрсыңды шешкеннен кейін уже салмақ ровно болады. Ровно болады ғой. 100 грамм лишний. 100 грамм лишний. Енді ондай кезде тұрғызбайды ғой. болмайды дейм ба? Болмайды, тұрмайсың деді. Ол қақтан шығарсаң сонда? Жоқ, просто Атыраумен ойнайтын еді ғой кезде біз. Тұрсың шешкізбей қойды, короче. Тұрсың шешкізбей қойды ол жерде. Ауыр ғой мынау деген. Бұнда тұрсың шешу деген әңгіме 4 килограмм 900 қудым ғой. Ортасынан келіп тыңдаған адамдар үшін дұрыс емес болып қалуы мүмкін иә. Иә. 4 килограмм 900 қудым ғой сол кезде. 4 килограмм 900 қуып, еще 100 грамм қалғанда жекпе-жекке шығармай қалды. Иә. Сөйтіп без бойы Атырауға кетті ма? Без бойы Атырауға кетті. Негізі ойлаймын да, бұл енді анау формальность деген нәрсе ғой, негізі 100 грамм деген нәрсе, ол жекпе-жекті көргісі келген адам үшін, жекпе-жек болған қалаған адам үшін ол проблема емес негізінде. 100 грамм үшін бір бұл артық салмағы көбейіп кетіп, күшті болып кетеді деген нәрсе емес. Сондай енді бар енді ондай. Сондай болды. Бұдан кейін қалай ішпейсің деп қойсай. Сөйтіп ішіп кеткен жоқсың ба өтер? 100 грамм деген 4-900 түсіріп бір күнде. Енді обычно енді бізде осы вес қуу деген, салмақ қуу деген темада енді бұл спортсмендер үшін бір өте ауыр тема ғой. Жекпе-жектің өзінен де ауыр ғой негізінде. Енді әркімнің салмақ қуу жүйесі бөлек. Енді әркім мысалы там 7 миллиард адам болса, 7 миллиард организм бар ғой. Бір организмға дұрыс сәтті болған вес қуу жүйесі екінші бір адамға келеді деген сөз емес та. Өйткені әркімнің организмі әртүрлі. Сен салмақ қайтып қоясың негізінде. Мен қазір салмақ вообще қумаймын. Қумайсың. Вообще қумаймын. Яғни сен жеген нәрсені жейсің. Жеген емес, жеген алдында жемеген артта жейсің короче. Бұл біздегі проблемалардың бірі негізінде. Вес қууды білмейді. И андай
біздің кездерде енді вес қуу білмеген себепті біз ағайлар енді нан жеме дейді, болды. Нан жеме деген ол бір ақ версиясы ғой, бірақ нан жеме иә. болды сол. Мышный жеме. Нан жеме деп қояды. А нан жеме өте аз ғой ол. Наннан басқа нәрсе жеп кетті. Печенье деген нан деп ойламайтынбыз, нан деген ол булка деп ойлайтынбыз да. Печенье наннан жасады, лаңман жеп аласың да мына бір межі. Сондай нәрселер көп болды. И жаңағыдай қалай айтсам болады. Фуросемид дейтін дәрі болды. Фуросемид деген мочегонный. Яғни бұл күн бір тал дәрісін ішсең, бір тал таблеткасын ішсең 1,5 килограмм түсіріп жібереді. Екеуін ішсең 3 килограмм түсіріп жібереді ғой примерно. Сонда оны ішіп денсаулықтарын құртқан адамдар көп қой негізінен, спортсмендерден. Өзің ішіп көрдің ба? Бұдан ішпеген спортсмен жоқ шығар, бәрі ішкен сияқты. Жоқ, дұрыс спортсмен андай спортта уже былай өмірінің жартысынан көбін адам тастаған адамдар ішіп көрген оны ше былай. Кішігірім барып былай Инстаграм ұшып түреп ішетіндер ішпейді ондай дейді. Действительно спортсмендер былай спортқа басымен кіргендер ішеді. Қашан іштің? Қалай болды? 2012-де іштім ғой мен. Ана неде болады ғой, Айтенов деген жарыс болады еді. Қостанайда Айтенов. Финалға шықтым. Қандай да енді, қандай ұтып жүрген бала ғой былай қарасаң. Жақсы ұтып жүрген бала ғой жерден. Сөйтем да тамақ жеп алам. 1,5 кило лишний болды енді кезде. Бірақ ашым кетіп қалады еді. Ашым кішкене не қылсам кетіп қалады еді. Еріндім. Суық қой еще. Суық. Сөйтіп қараған бір баласы айтады ғой, Абылай деген. Мынаны көрсе дейді ғой, біреуін көрсе дейді ғой. Бұл не? Оны ол кезде түсінбеймін. Бұл не? Короче. Көрсе де біреу насыбай басып кетті екен, сен фуросемид басып кетпейсің ғой. Сол кезде бір көрдім да, в общем, түнде судорога ұстадым ғой. Ол анау денеде магнит ағып жібереді. Сосын денең тартыла берді ғой, ше. Робот болып қалсың қатып. 1 килограмм недовес болып бардым ғой, бірақ ұтылып қалдым. Енді бұл көпшілік менен сұрап жатады кейбір кезде, Америкада бардым, брат, ол вообще Американың спортшыларында салмақ қуу деген нәрсе ол өте бір команда жүреді, командамен істелетін нәрсе да бұл. Біз мысалы үйге барғаннан кейін өзіміз ойлаймыз ғой, мамамыз жанымызды ашып бізге бешбармақ ұстап берсе ол мүмкін де, балам не ештеңе етпейді, пайдалы нәрсе ғой, сорпашкадан не болыпты деген сияқты ше. Ет жеп ал, қазының етін жеп шыққан, бір қойдың кезінде бұрында батырлар бір қойдың етін жеп жауға шапқан дейді да ол. Ол бір қойдың етін жеп, ол машинамен барған жоқ қой, сотымен дұрыс па? Ол атпен барғаннан кейін бір қойдың емес, 2 қойдың етін жесең де құртылып кететін болған. Бізде қазір көрген жерге машинамен барамыз ғой. Любой жерге, кішігірім жерге, жақын жер болса машинамен барамыз, қозғалыс аз, и салмақ түсіру деген нәрсеге біз жүйелі түрде қарамаймыз. Америкалықтар сияқты жүйелі түрде қарамаймыз. Яғни америкалықтардың бір көп ойлайды, Америкада, UFC Америкада, мысалы қаншама бокс промоушндар Америкада ғой негізі, отаны қазаны қайнап отқан жер ол Америкада, мысалы көп кәсіпқой спортшылардың. Енді дәл солай болуына себеп бірден бір мен ойлаймын, оларда сол жүйе қалыптасқан. Яғни салмақ қуатын кезде оған анау қойын жылқышылық сынбау керек дейді ғой. Ол кезде тренер алыспайды, диетолог береді. Диетолог яғни сенің қаныңды алады, қандай элементтер жетіспейді, соны көреді. Яғни соған қатысты витаминдар бере бастайды саған. Одан бөлек саған жаңағыдай нанмен жасалатын тамақтарды бірден алып тастамайды ол. Өйткені организм стресс алып қалса, салмақ түсіру де қиын. Ертең сенің мақсатың негізі салмақ түсіру емес қой, негізі жарыс жекпе-жек жеңу ғой. Біздегі мақсат салмақ түсіру кетеді, жарыс сосын көреміз деген сияқты ойда. Негізі ол қате. Сосын салмақ түсіру үшін күнде 5 рет тамақ жеу керек. Білесің бе? Америкалық жеу бойынша наоборот 5 рет тамақ жеу керек та. Салмақ түсіру үшін 5 рет тамақ жеу керек деп мен айтпаймын. Братан шатасып тұрған жоқсың ба деп. Мен бұрында тренерім айтады да маған, Айдар 5 рет тамақ жеу керексің күнде дейді. Ол салмақ қуу емес, көтеру емес па, шатасып қалған жоқсың ба дейді. Жоқ, 5 рет жейсің. Сөйтіп бүгін ойлап тұрмын, 5 рет тамақ әкеліп береді, ертең саған таңертең 5 рет тамақ әкеліп береді деді басында. Базар жоқ, 5 рет тамақ қойсын, нормально той жеп жатқанбыз ғой деп. Сөйтіп қарасам 5 тамақ ол тұз жоқ тамақтар екен ғой. Тұзы аздау келген. Сосын өте андай мынау адамның бір алақанына сиятындай дейді ғой. Негізі сондай болу керек екен ғой негізінде. Біз енді кішкене ішке жейміз, сосын көзге жейміз ғой. Көзіміз оймайды, ора береміз ғой негізі. Сол әдет қалыптасып қалған. Сөйтіп 5 уақыт тамақты жей бастағанда организм, оказывается, бұл өз жұмыс істеуін асқазан жұмыс істеуін тоқтатпайды да. Яғни сен ертең сен салмақ түсірген жағдайдың өзінде де, мысалы, егер сен тамақ жемей түсіретін болсаң, тамақ жемей түсіруге болады, бірақ сен салмақ өлшейсің, ертесі күні сен взвешенный көресің ғой енді. Взвешенный салмақ жинамай қаласың. Өйткені сенің асқазаның жұмыс істемейді. Ал 5 рет сен не үшін тамақ жеп жүресің? Асқазаның жұмыс істеп тұрады. Асқазан жұмыс істеп тұрады. Оған не берсең де оны как мясорубка сияқты айдап шығады ғой, короче. Сол үшін біздегі түсінік тамақ жемеу керек деп ойлайды да. Наоборот, тамақ жеу керек, бірақ аздан жеу керек, асқазанның жұмысын тоқтатпау керек. И дұрыс нәрсе жеу керек. Нені қай уақытта жеу керек екенін бізде спортсмендер білмейді.
кезінде жаңағы айтып отқандай бір қойдың етін жеп жауға шапқан деген ол қойдың еті қорғасын дейді қазақта. Ол жататын кезде жейтін болсаң, в общем, ертеңге шейін қорытылмайды. Сен түні бойы энергияны сорып жататын нәрсе ғой негізінде. Жылқының етін жеуге болар еді. Жылқының еті тез қорытылады, тез күш береді. Мысалы біздің, мен ойлаймын, көп спортшылар осы салада кішкене салмақ қуу деген темаларда кішкене көп тәжірибесі жетіспейді. Осы нәрсе бізге дамыту керек. И және де бізде анау көп менен сұрап жатады, мұхит асып, ой ашетіне сенде витамин, допинг тұратын шығар дейді да. Америкалықтардың негізі допингті ұрады дегені енді ол құр әңгіме ретінде таралған. Енді ол кәсіпқой боксшылардың ішінде ол бар да, бірақ өзім қолданып көрмейін, оны бәрі қолданады деп айта алмаймын. Мен өз басым көрген жоқ, бірақ олардың қолданатын допингтары, допинг деп айтқанымен допинг емес ол. Ол кәдімгі ұйқы ғой. Ең лучший восстановитель ұйқы, уақытымен ұйықтайды и дұрыс тамақ жейді. Дұрыс тамақ жейді и жаттығулары уақытымен. Яғни организм бірақ көп жаттыға берген сайын, ол қалай дегенмен темірдің созып кетеді ғой, мысалы машина жіберсең. Ал организм ет пен сүйектен тұрғаннан кейін ол қалай дегенмен тозады. Ал ол тозғаннан кейін оны иммунитет түседі. Яғни иммунитет ол қалай дегенмен ол күнде сен бір жұмыста 2 рет тренинг істей берсең, терлейсің, тер жағады, минералдар толмай қалады, иммунитетің түседі. Иммунитетің түскеннен кейін сен болды, иммунитеттен бөлек настроениең түседі, сенің тестостерон түседі. Тестостерон түскеннен сенде уже ар жағында уже ясно да, сенде күш болмайды. Яғни басында, яғни иммунитет түсірмеу керек. Иммунитет түсірмеу үшін осы күні біздің осы қолда подкастымыздың спонсоры дейін, мынау Дәруменс компаниясы, яғни Immunopower, иммунитетті жестко көтеретін біздің БАДымыз. Бұны арнайы Дагестан елінен заказ беріп жасаттық біз. Өйткені бұл енді көп ойлайды бізде халықтың түсінігінде спортсмендер ауырмайды ғой деген түсінік бар ғой. Негізі спортсмендер жиі ауырады ғой, білесің ғой? Иә, өйткені спортсмендер өте жиі ауырады, өйткені күнде терлей бергеннен кейін олар порлардың бәрі ашық, көп стресс алады. Стресс алып тұрған организм ол тез ауырады. Яғни қазір енді көрпе шашылып қалса ауырып қалатын жігіттер көп қой қалада, білмеймін, Тараз жақта, ауыл жақта шығар, бірақ қаланың ішінде өте көп та ондай. Сол үшін осы мынау Дәруменс, яғни дәрумен деген сөзден шыққан ғой. Қаяқтан келді дедің бе? Бұл Дағыстаннан келген, яғни Дағыстанның жігіттерін білесің ғой? Танитын ба, танымайсың ба білмеймін, бір Хабиб деген жігіт бар ғой өзі. Деп ол сияқты жігіттер енді ол жақта көп та, бір жақсысы, өйткені олардың действительно денсаулықтары, иммунитеттері бетон ғой, короче. Сол үшін біздің де қазақ жігіттері осы нәрселерді білсе деп, осы өзіміз ішінде табиғи, 100% табиғи осындай қазақ спортшыларына, вообще қазақ еліне осындай нарыққа осы нәрсе ұсынып отырмыз қазір. Бұл әлі шықпады ма? Бұл шықты, енді көпшілікке енді таратылады. Біздің подкастта бірінші болып бүгін подкасттан кейін өзіңе біреуін беріп жіберейін деп тұрмыз. Өзің көріп, бұның бірден бір тағы да бір иммунитет көтергеннен бөлек қанның құрамында гемоглобин ғой. Яғни сен спортивный машинасында, например, спортивный машинаға 80-ші бензин құйып қоятын болсаң, ол ертең андай скорость ала алмайды, дұрыс па? Ол ана жерге жел шығып кетеді, дұрыс па? Ал спортсмен ол сол спортивный машина сияқты оның ішіне любой нәрсені тыға беруге болмайды да. Дұрыс тамақ тағу керек та. Сол сияқты мына иммунитеті көтерілу үшін дұрыс нәрсе тағу керек. Яғни мынаның ішінде қара зере бар, тмин бар, одан бөлек жаңағыдай хильба дегені бар, одан бөлек жаңағы пчелиный перга дейді, араның. Ара яғни білесіздер, ол ара деген ол Құранда да бекерген ғой, балдың қасиеті жайлы ше. Яғни бұл балдың түрлері бар, неше түрлі. Одан бөлек жаңағыдай енді көп жаңағы асқабақтың дәні бар. Енді сан түрлі бірақ нәрсе, бұның бірақ барлықтары 100% табиғи. Енді біз өзіміз спортта жүргеннен кейін бұл нәрсені көп іштік қой, білесіз. Витаминнің неше түрін іштік, бірақ енді қазір андай бір қазақта кішкене андай біз тез байып кеткіміз келеді, әр нәтижеге тез жеткіміз келеді да, и бір дәрі ішсек те тез нәтиже болғанға көзіңе түкіре салып көзің қалай болды деген сияқты ғой бізде байланысты. Ол түсіну керек та, тез әсерін беретін нәрсе, ол тез әсері кетеді да оның. Негізінде любой дәрі, мысалы накопительный эффект дейді. Мынау мысалы табиғи нәрселер. Бір 2 апта денеңе жиналады, жиналғаннан кейін ол сенің ішінде сол база жинады да, сол денеңе жұмыс істей бастайды. Яғни сенің иммунитетің көтереді. Вообще ислам медицинасы дейтін нәрсе бар ғой, мысалы біздің шариғатта, шариғат медицинасында мысалы тмин бар, хиджама бар, бірақ екеуінің де основасы аурудың профилактикасы, яғни иммунитеттің жос көтеріп жібереді. Иммунитет көтергеннен иммунитеттің өзі аурулармен, жаңағы онкология аурулары бар, басқа да аурулармен иммунитеттің өзі алысады. Өзі қасарысып тұрады да. Яғни иммунитетті көтертсеңіз, қалған ауруларға басыңыз көтермей ауырып қойсаңыз, өйткені аурудың түрі көп. Сен әрқайсысынан қорқа беретін болсаң, үйден шықпау керек болады да. Сол үшін иммунитетіңді бетон қылып қоясың да, смело көзге очки киіп аласың да, жүре бересің ғой. Али Ахмедовпен бокс ескенсің. Али Ахмедовпен қай жақта бокс ескенсің?
Кубок федерация финалда бокстастым ғой. Кубок федерация Финалда Астанада ұтылдың. ұтылдым. Бірақ енді қазіргі күні енді Алихметов Генаның командасында ол кезде қалай болды жекпе-жек? Не ғой, молодежкте жүрген кезде бокстастым ғой. Жастар арасында. Мен ол кезде жүріп сразу мужикпен бокстастым ғой. Сондай Салмақ жоқ кезде мен кіріп кеттім ғой. Енді былай До конца ойнап бердім ғой. толық бойда ойнап бердің. Ойнап бердім. Артық енді ол істеген нәрсе сен де істей аласың, мен сеніп тұрмын. Просто енді оған тағдырына сай Гена жолып, сол Генамен аралға шығып кетті. Әйтпесе Гена сені тартса сен де профи болайын деп тұрсың ғой бұл кезде. Құдай қаласа жай енді. Ну ничего, Гена звондаймыз қазір. Так. Мен сол туралы айттық, диетологтар жайлы айттық. Карагандинский жігіттер не еді? Барлық Мачигон айттық. Мачигон сол, Мачигон, ол Мачигон опасно. И енді қазір осы күні жаман иттің атын бөрі басар қояды дейді ғой қазақта. Кейбір қуып жүргендерге бір батырлардың аттарын қойып қояды да, андайшы. Анау Бөгенбай, мынау Қабанбай, андай. Сен ойлайсың, действительно Бөгенбай деген бір действительно шығып келе жатқан жар, бүйтіп қалған біреу шығып келе жатады, бір кішігірім блогер өзі ше. Андай айдаған бесінші сықырды жер жарады деген әңгіме ғой, әлі бір ешкім көрмеген батырларды таныстырып жатады ғой. Кейбір кезде кәсіпқой боксшылардың өзі бізде мысалы батырлар, елдің батыры дегенде мен ойлап қаламын, біздің батырлардың істеген тірліктерімен біздікісін салыстырсаң баланың ойыны ғой біздікі дегенше. Мына жақта рингтің ішінде төбелесіп жатсаң, ортада рефери жүреді, айналасында 4 судья тұрады. Ана жақта еще скорый машинамен пожарный машина тұрады ғой, жарыста білесің ғой. Батыр деп айтуға біз қатты келе бермейді ау деп ойлаймын. Бірақ сондай соған байланысты бірақ лақап аттары да масқара енді. Жоқ, ол батырлар дегенде мысалы туды желбіреп жүргеннен кейін сөйтіп. Біздің жұмыстың бір бөлігі шығар ол. Содан кейін енді мысалға жақсы таксовать еткен адамға ту көтерілетін болса, ол таксисттарға да көтеріледі болса, біздің жұмыстың бір бөлігі ғой негізі ол. Енді мысалы лақабатке деген келіп қалды. Сен қазір осы күні көбі сені көрер деп көреді, и одан кейін аю дейді ғой сен. Аю деген баяғыдан айтады. Сенің жоқ, аюды бірақ бұрын айта ма? Баяғыдан боксқа келгеннен бастап. Мен өзім туған ағам Бекзат. Соны аю деді, мен младший аю деді. Сөйтіп аю болып қалдық қой боксқа келгеннен. Ол сенен дәу ма или сен одан дәусің ба? Қазір мен дәу. Сен дәусің. Сен действительно аюсың қазір, ә? Былай өзіңе аю деген кезде қалай аюың олай деген сияқты. Жоқ ондай. Жоқ, ондай жоқ. Былай негізі андай көпшілік былай орыстың мультиктарын көрсең бір аюды бір аңқау қылып көрсетеді ғой негізі ше. Негізі аю деген мен өзім аңшымын ғой, білемін ғой. Аю деген өте бір айласы масқара не ғой, негізі аң ғой. Мал бағып жүріп келдік қой. 6-7 метрде таспен басынан бұрып, любой басын жарып тастайды ол. Аю деген действительно. Күшті. Аю. Любой бір елде бір аю болу керек шығар деп ойлаймын. Ана кімнің российский ММА-да аю бар еді, помню, ол жақта бір медведь дейді ғой. Кімде медведь дейді? Емельянка медведь демей ме? Білмеймін. Сондай медведь деген негізі өздерінің нелері бар. Ол премьер-министр емес пе? Медведев па? Иә. Енді қараңыз, бұл жаңа айтты, той деген темадан шығып кетті ғой. Тойдың өзінде дайындығы масқара ғой, қиын да. Енді ойбай ананы істеу керек, мынаны істеу керек, оның өзі қиын да. Ал енді бойға дайындық деген действительно қиын ғой. Оған деген саған құр пақат ету деген нәрсе любой біледі да. Бәрі біледі. Бірақ оның арасында демалыс қосу керексің, оның арасында дұрыс тамақтану қосу керексің. Оның бәріне қалай дайындаласың өзің? Қалай үлгересің? Үлгергенде бұл жақта білмеймін әйтеуір болып жатыр, сәтімен жай салып беріп жатыр құдай. Жоқ енді былай уақытымен тамақ ішесің ба? Уақытымен емес, ол жерде. Жоқ, режим керек қой енді, білесің ғой. Керек қой сол. Ондай режим жоқ бізде. Не тамақ ішесің мысалға сен? Жекпе-жектің алдында любой жерге барып тоқтай саласың да барып жеп аласың ғой. Иә, қағанат болса қағанат, лагман қанат, донер болса донерге любой жерге барып жей саласың ғой. Ондай жоқ. Бұл негізі өзің бірақ біліп тұрасың, олай болмайтын. Иә. Олай болатын дейді, бірақ енді арман бар, дәрмен жоқ дейді ғой қазақтанда, иә. Біліп тұрасың, иә, негізі диетамен тамақ ішу керек, мен жақта жаңа психолог жүру керек. Бірақ екінші жағы бар да, сол диетологы бар, жағдайы бар, промоушны бар адамдарда бірақ мотивация жоқ та. Оларда бәрі бар жаңағындай. Нені уақытымен жеу керек, витамины бар, массаж істеп кетеді, тренировка машинаға апарып тренировкадан апарып тастайды, ондай байыздар, бірақ мотивация жоқ. Оларда бір енді хороший волк, голодный волк дейді ғой, қасқырдың аш болған жақсы екен ғой бір. Енді сен бірақ мен ойлаймын сен саған сенде жеу керек болған нәрсенің бәрі жоқ, бірақ сенде действительно сен андай ашсың да қазір. Ашсың в каком плане? Сен бойға ашсың. Бойға ашсың. Жақында төбелесіп қоямын деген ниет жоқ. Жоқ әлі.
жақында тоям деп тұрған жоқсың. жоқ әлі жоқ. Талайын жұтам деп тұрған жоқсың. мынандай болып тұр ғой, бірақ мен мысалы Россияға анау не бар ғой, хардкор Иә, сол жаққа мысалы анкета толтырып жібердік. Мысалы ол жақта ерекше бар ғой, шулатып келсе болады, негізше бар хардкор ше. Хардкор болсын, қайсысы болсын бар. Америкада да бар. Наша дела бар. Иә. Барып шулатып келсе болады, бірақ айтады да, медиаң жетпейді. Медиасы жетпейді. Медиасы жетпейді. Ол медиа емес, мысалы білмеймін ол жақта. Байцтерін білмеймін, не істейді. Былай тыға ма или басқа жаққа жүрмейді. Иә. Соперник таңдап па, сондай ма деп ойлаймын да. Бірақ білмеймін, ол жаққа барып мысалы. Медиа жетпейді дегенде сенің инстаграмда подписчигің аз, немесе сосын хайп жетпейді. Аха. Мен ондай білмеймін, хайп не хайп керек мен. Қалай бар солай ғой енді. Иә, ол біздің қазақтың қарапайымдылығынан ғой сенікі. Қарапайым біздің өйткені Қазақстандағы 20 миллион халықтың менталитеті бізде генаның дейма басқа бір қарапайымдылық жақсы көреді. Біз байыстар бәрі бүйтіп жоқ бір сөз айтса арты сөз айтпайсың. Жақсы деген сөзбен басқа айтып. Таза байыстар. Иә, сондай ғой. Ал негізінде енді ол нәрсе әлемде мысалы 20 миллионға ұнаймын деп, әлемде 7 миллиард адам бар екенін ұмытпау керек. Қалған біздің елден басқасының көпшілігі әлемдік индустрия вообще ол хайптың артында тұр ғой. Мысалы Конор хайп, Хабибтің өзі хайп. Ол жайлап подтекстім айтады, мен сені сындырамын, өлтіремін деп айтпайды, бірақ кәдімгідей өз сөзін маған уақытымен айтып отырады. Яғни хайп деген нәрсеге өзің кіруге ниетің бар ма негізі? Былай шариғат шеңберінен шығып кетпейтін хайптар болса негізі болады да. Шариғаттан шықпайтындай. Шеңберінен шықпайтын, иә. Шариғаттан шықпайтын хайп қалай ғой? Жартылай ұрасың ба сонда? Жоқ, ондай емес, вообще ондай хайп деп отырсың ғой, мана айтып мысалы. Сондай біреудің личный нәрсесіне кіру. Біреудің мысалы отбасына кіріп, отбасына кіріп кетіп. Бірақ ол негізі дұрыс қой. Мысалға енді құр төбелеске қызық болатын болса, кет гараждың артына барып перезаслап барамын дейсің, бірақ ел білмейді да оны. Ал бірақ действительно аты бар адамдардың төбелескендігі елге қызық та. Яғни осы уақытта бізге жұмыс істеу керек. Негізі мына осы жаңа біз айтып отқан осы подкастында алдағы уақытта менің осы бұйырса бізде де промоушн ашсақ деген ниеттеріміз бар, алла қаласа. Сол промоушндағы мақсатымыз осы тізгінді тең тарту. Бізде қазір көп промоушн ашылды, құр дайындығына көңіл бөледі да. Бірақ ол қазір құр дайындық дейтін нәрсе аз. Боксшының бокстағы қабілеті аз, оның одан бөлек жаңда медиасы бірге жүру керек. Яғни оның TikTokта бұрында білесіңдер, жекпе-жектің қанша рекорд тұратын, байыз сағат жазылды, астына рекорд жазылатын. Мынанша бой өткізді, мынаншасын ұтты, мынаншасы ұтылды, мынаншасы нокаут. Қазір соның қасында Америкада не қосылса, TikToктағы қанша подписчигі бар, Инстаграмда қанша подписчигі бар. Егер сенің жекпе-жегің көріп тұрғанмен, бірақ подписчик саны аз болатын болса, саған промоутер көп ақша бермейді. Сондай ғой, сондай болып тұр ғой. Яғни сенің подписчигін көбейту керек. Иә, достар, адамгершіліктеріңе зиян келмесе, саусақтарың тонна болып барса да, подписаться басып, аю бауырымызға подписка істеп кетіңдер. Адамгершіліктеріңе зиян келмейді, точно айтамын сендерге. Өйткені бір қазақтың қарапайым жігітінің осындай әлемді бағындырамын. Яғни осы Намат сияқты, Найза сияқты промоушндарда өзінің карьерасын жалғастырып жатыр. Мен айтамын, қолдау керек. Яғни кері тартпай. Бұл бір кейбіреулер не істеп аласың, паттандай бір оларға көңіл аударып керек емес деп ойлаймын. Ондай деңгейдегі адамдар деңгейіне түссең, оларда опыт көбірек болады, сені бастайды. Сол үшін ондай жаман комментарий жазатын адамдар деңгейіне түспеу керек. Чисто бару керек, басу керек. Анау біздегі Найза бастаған не еді? Батырболдың Ресейде дәл соның Дресбол болды. Резбол болды. Сол команданың сапында өзінде жаңа неге бардың ғой? Ойынға барды, бірақ енді ол ойыннан бұрын адамдардың есінде жаңағы біздің бауырымызға, яғни Дәулет Өсербай, Өсербайға жаңағы Дагестан елі ме ол? Дагестанец қой? Білмедім, сол Дагестанец па, чеченец па, білмедім, сол бірақ сол жақтікі ғой. Аты кім еді оның? Шавкал, Шакалский не істеп жүрді осы әлі андай. Бізде Нежданка ұрды, Спачешка ұрып, кімді сәл емес, өзі действительно бір ұйықтап тұрды. Енді мен мынаяқта енді біз мынаяқтан қарап кішкене қайнадық та, бір ударын неғып ответ бермеді, неге жанында ешкім болмады ма деген сияқты ойлар келді. Әрине ол енді Ресейдің ортасында болып отырып, ояқта бәрін ұрып кету деген мүмкін емес нәрсе екенін түсініп тұрмын, бірақ енді характер көрсету керек еді деп ашуланған комментарийлерін оқып көрді да, бір жігіттер болды. Өзің сол жақта болдың, не дейсің ол жайлы? Бізге айтып берші. Мен өзім болдым, мынандай ғой, бір адам мысалы ол жерде көп нәрсе түспей қалды. Мысалы ол камераға действительно жақсы ойнайды ғой. Біздің
мысалы сөйлестік қой енді біз ол жерде камераға сөйтіп етіп андай көрінгіміз келіп неғығымыз келген жоқ. Мен былай шапкалды шетке әкетіп та сөйлестім, ол мысалы мынандай деді да, мысалы уже жынданып тұрсың ғой, іштей жынданып тұрсың, шетке әкеліп сөйлесіп жатсам мысалы бүйтеді да басын түсіріп ради аллаха извините дейді да, мысалы аллахтың атымен айтып тұр да ол. Мысалы оған қалай ұрасың да, сол сияқты ұра алмайсың. Мысалы ол жынданып тұрсың, жылағың келіп тұр уже ше. Мен ол кезде таудан кейін барғанмын, қолдың бәрі андай күйіп мысалы ше, шөпке күйіп, содан кейін бардым, ол жерде мынандай қара немен жүрдім өзі, көрінеді өзі, футболка қара киіп алғанмын, сонымен жүрдім. Мен по-любому ұрамаймын ана қолмен, травма ғой енді. Балдар да жынданып тұрған, қазір неден кейін шапкал айтты да, крем деді да, неге раздевалкалардың крем болды. И қайтадан ортаға келеді, қайтадан басқаша сөйлейді ғой уже камераға ше. Камераға басқаша. Аха, мына былай шетке алып шықсаң уже ол жақта басқаша ради аллаха извините, кешіріңдерші деп тұр да. Қазақтар өзіміздің бауырымыз ғой, анау мынау дейді да. Бірақ мына жаққа келеді да, уже ана Дәулет уже натурально бір күндігін жоғалтып алған, уже удар тиеді ғой білесің ғой. Құлайсың ғой мысалы, мен нокдаунды алдым ба не дейді, жоқ десе бәсе деп тұрып кете бересің ғой. Сондай сияқты удар алып қалды да ол. Неге келдік, өз раздевалға келдік, Дәулет скорый алып кетті. Сөйтіп шапкалы келген жоқ по-любому. Қасына командаға балдар келді де, кешіріңдер анау мынау деп кетті. Кешірім сұрады команда. Командасы сұрады да өзін. 2-3 бала кетті, сұрады да. Шапкалдан өзі кетіп қалды. Жоқ. Келетін шығар деп күттік, бірақ келмеді. Бірақ енді барған сол командада өзің барып жаңа шапкалға барып әңгімеңді айттың ғой, не жағдай деп өзің наразы екенін көрсеттің. Ол енді ол бізге камера келмес, өзің аузыңнан айтып отырмыз жаңа шапкал сенің алдында кешірім сұрады жаңағындай. Бірақ команда тағы да кімдер болды? Сол олардан бір қандай бір не көрдің? Жоқ, ол жақта мысалы біз 8-ақ бала бардық. Негізі 12 бала бар. 8-де қазақ ба? Иә, 8-де қазақ бала. Бәрі қандай сен тұр, мен атайын деп тұрған жігіттер ғой. Бәрі мықты бала, анау көбісі комментарияда жазды, ол жерде болмаған негізі көбісі ше. Мысалы 8 бала, біз 8-іміз білеміз не болған ол жерде. Мысалы сыртында, мысалы камераның сыртынан аналарды уже 40 бала тұр ғой мысалы ше. Олар ма? Аға, мысалы біз бірақ ана жерде төбелесіп бастасақ, ана жерде мысалы мен и Баука тяжбыз ғой енді, мысалы нормально көтересің, көтересің. Енді ана жерде 50 килограмм, 55 килограмм балдар жүр, олар жек қояды мысалы. Майда шеде. Олар жек қояды да мысалы. Олар мысалы ертең жағы сынса, анау болса уже комментарияда уже басқаша жазады, не төбелесіп кеттіңдер, лучше не ала салмадыңдар ма деген сияқты уже түсінбейсің да бәрібір елді, сондай болып кетеді. Бірақ ол жерде өз позицияларын көрсеттіңдер, дұрыс емес бе? Негізі біз енді шыны керек өзімді байқаймын да, біз кішкене қонақжай халықпыз, қонақжай халық келген кезде кейбір кезде даже тең жекпе-жектердің өзін мен өз көзіммен көргенмін. Қонаққа да беріп жатқан кездеріміз болды да. И бермей қалған кезде ренжіп жатқан елді көріп жатамыз да, кейбір кезде алақанда ұстаймын десем басқан шығамын деген әңгіме ғой былай қарағанда. Сондай болды сол. Осы нәрсені мен өзім ойлаймын, бұл өзімізді сыйламау да. Өз-өзін сыйласаң жат түңіледі ғой негізінде. Біз ойлаймын, бірінші болып біз өзімізге келген кезде қонақ қойдан жуас болсын дейді ғой қазақта. Олар қонақтамақ, всегда жуас болу керек. Бізге келді ма, төрешілер қандай шешім қабылдады, соған бас изе тұру керек қой негізінде. И артық жаңағыдай қимылда артық сөздер айтылмау керек қой. Негізі осыған нәрсеге біздің ұйымдастырушылар басымдылық берсе деп айтамын. Өйткені действительно біз өзімізді сыйлау керекпіз да. Тең дәрежедегі жекпе-жектер ол қай кезде болсын сол иесіне қалады. Жаңағындай жағдайлар бізде де біз ондайдағы бассыздыққа жол бермейміз ғой бізде. Сол жерде команда күйінде тұрып кешірім сұрап жібереміз да, мысалы шынын айтқанда. Бұл енді біздің қазір жекпе-жек ұйымдастыратын, промоушн ұйымдастыратын бауырларға бір еске салатын нәрсе екен негізінде. Енді не дейді жаңағы орыстар айтады ғой, жаңағы орыстардың сөзі бар ғой, жаңағы любой удар не должен оставаться ответа, кроме солнечного удара дейді ғой жаңағы. Енді бұның бір ответкасын бір қазақтар сенде жүр ғой негізі. Келетін болса бірақ келмейді ол. Келмейді ғой енді, онда запасной басшы ғой енді қалай келетін болса точно басын жұлып алайын деп тұр оны. Біздің қазақтар. Сол үшін лучше, брат, не приходи. Зачем тебе? Деп жүр сөйтіп қояды, айтып қояды, кесіп алсын, салып жіберсін, елдер айтсын. Бұяқта шыны керек спорттың ішіне ұтылып қалып жатса, ұйықтап қалып жатса, әңгіме жоқ жекпе-жекте. Ол спортта жеңілген жерге өтіреді. Бірақ ережеден тыс осындай нәрсе істеу ол дұрыс емес. Үйленгенсің ба? Бойдақ. Бәсе көңіл күйің жоқ деп қойсың. Жоқ, көңіл күй жақсы. Көңілің ғой, көңіл күй әдемі.
былай бар шығар енді қазір енді мынау әлеуметтік желі дейтін нәрсе дамып жатыр, қаншама жекпе-жектердің ненің арасында жүр енді. Жоқ, дамып жатыр ғой. Бізде кішкене қыздардың көңілі қалап жатыр ғой. Ой, лақтырып кетіп жатыр ғой. ой, қыздарды қазір бокстан емес, ММА-дан емес, лақтыру спортынан олимпиадаға жіберсең алтын алатын жағдай бар дейсің ғой. Жақсы лақтырып жатыр ғой. Иә, в общем келмейтін жаққа лақтырып жіберіпсің ғой, иә. Енді әдемі лақтырып кетіп жатыр. мен бірақ кейде ойлаймын да, бізде енді қазақтарда мындай жаңа өзімізде бойдақ болдық, сол кезде анау бір өзімен құрдас қыздар өзімен үлкендерге қарап жүреді, сосын бір жағдай жақсы балалар қарайды, соны ойлайсың ғой, бұл не деген әділетсіздік деп ойлайсың ғой. Не байларға жабысып осы қыздар көздері сол зрениелары нашар ма, мына жақта жүріп қой симпатичный жігіттер. Иә, тепсе темір үзер, денсаулық бар деп анау жағдай жоқ болса да байының баласына қарап жүреді да, соны ойлап бүйтіп қазір енді өмірлік тәжірибемен келіп ойлап қарасаң, сол жаңағы біз қарап отқан жас келіншектер болса айта кетейін, сол еске салу болсын. Негізі сол жаңағы байдың ақшасынан бұрын сол негізінде сол байдың сол байлықты жинаудағы қалыптасқан тәжірибесі бар ғой. Оның елдермен сөйлесе алуы, оның кішкене сабыр ете алуы, дұрыс сөйлесе алуы, мудрость дейді ғой жаңағындай. Сол нәрсе тартады екен да негізінде. Енді плюс еще ақша как бонус ғой бірге жүреді. Ал біз тек ақша тартады деп айтуға болмайды екен да. Мен что-то махаббат кірді ғой мына жаққа баратын жайша. Жоқ, ол білу керек, ол андай сен аю болса да, кинг-конг болса да, ана өкпесі бар, шаршайды, жүрегі бар, жылайды деген нәрсе бар ғой. Қанша бәрін ашуланып тұрған бүйтіп. Енді бұл негізі спортсмендердің көбісі мақтаншақ болып келеміз ғой, оны айту керек қой, мойындау керек. Ол бірақ мақтанып бүйтіп мақтану емес. Түбінде біз елдің алдына шығу ғой енді. Чемпион болу, ол чемпион бол деген елдің ел не дейді, жақтағанды қыз жақтаған дей ма? Яғни қазақтың өзі бекер емес. Бірақ түбінде негізінде любой жетістіктің түбінде әйел тұрады екен ғой. Бірінші балаға мотивация ол мамасы, яғни мамасы үшін любой есі тұрса адам мамасына бір подарок алып берейін, мамасына сыйлық істейін деп бір спортқа келдің ғой, дұрыс па? Мамам бір қуансын деген сияқты. Сөйтеді, ертең ол өмірінен әйелдер саны көбейеді. Әйел алады. Әйелу жоғары жесткий мотивация болады конкретно. Анаған ақша керек, мынаған ақша керек, шпақа едесің сен. Оны төбелесіп табасың ба, төбелеспей табасың ба, свет өшіріп табасың ба деген сияқты осындай вопростар бар. Сол үшін бұл қалай дегенмен біз ер адамдар қанша ашуланып жүрсек те сол нәрсеге кіретін нәрсе ол. Сосын қазір осы бізде бойдақ врачтар қарап отырса, әр нәрсенің өзінің бір орны бар жаңағындай. Оларға да ренжи беруге болмайды, жаңағы лақтырды екен деп. Олар не темасы ғой, лақтыру ғой енді. Лақтырғанға лақтырыла бермеу керек та просто. Қадалып қалып жатыр қайда. Сен Сметовхана қадады ма деп жүрсің, ой, бәрі қада көз жүрек. Жоқ, андай жігіттерге мотивация осыны айтайын да. Енді кішкене бір-екі ползунка ерте тозырық қой деп айтып отқаным ғой, бұяқта мен өшім қазір енді ауызбен ұры қарған бел ауырмайды дейді ғой, жаңағыдай бір ақыл айту деген негізі жаман. Но бірақ мен айтамын да жастарға, маған да жекеме жазады, братан бір қызға лақтырып кетті деймін, қалай ішпейсің деп жүр да. Айтамын, бауырым олай нетпе, өзің тастама деп жатырмын да. Жігітте негізі қыз болмау керек, үйленетін қыз іздеп жүр ғой бірінші. Жігітте бірінші мақсат болу керек, и сол мақсатына жету жолында ол еңбектене беру керек. Сол мақсатына жету жолында бір адам қосады, яғни ол қыз қосады. Ол сол мақсатыңа жетуге көмектесуші ғана қосылу керек та саған. Сен чемпион болғың келе ме, жоқ бизнесмен болғың келе ме, ол саған көмектесу керек. Ол жоқ, сен мақсатың дұрыс емес, мына қарай бұраяқ дегенге ол бұрып кететін болса, яғни қызға бола мақсатын тастап кетсе, оны ертелі ме кеш жаңағы қыз да оны тастап кетеді. Өйткені ол мақсат жоқ жігіт қыздарға қызық емес. Жоқ, мақсатқа сол ғой, бізде тек қана жарып шығу болып тұр ғой. Сен енді спортпен болсын жарып шығып, өзіндік жаңағы өнеріңді көрсетіп, елге танылып, арғай кәсіпке де бәріне кіресің ғой, жол ашылады ғой негізі. Алла қаласа сол. Аллаға шүкір, негізінде мынандай болып отыр да бір адам мысалы айтып отырмын ғой, демеуші сондай сияқты ше. Мысалы басында анау неге шығып найзаға шықпай тұрдым ғой, сол кезде бір орыс кісі Роман Крыжанюк па деген кісі, мысалы орыс кісі да, сол поддержка берді, қазақ емес орыс берді да. Спонсорлық шок болдым да. Ол қандай таптың орыс? Ол мысалы біздің залға Алмаз деген бір кісі келеді, алғағымыз тоже. Сол кісімен партнер екен да, строительный компанияның Каспий деген. Сөйтіп айтқан ғой Алмазға, осындай бала бар, короче, шайын деп отырайық, бол, давай, көмектесем. Мысалы анау қазақ қой, анау ғой деп тұрған жоқ та, ол көмектесем деп тұр да, давай, смело. Мысалы мынаяқтан қазақтар мысалы жоқ та ондай көмектеспеді. қазақтар жоқ та, сол жері бір рет
обидно болып қалған сол иә да. көтеретін ту бірақ қазақтікі, бірақ орыс көмектесіп жүр. Сондай болып тұр ғой. Амал который дейді ғой, ондай бар да. Енді бізде көбінше сөзбен елім жерім дегенде, ол елім жерімді құрғаққа салып жүртады дейді ғой, кішкене қалда салу керек қой, қолға ұстайтын нәрсе болу керек қой, тіске басар нәрсе керек қой деген сияқты. Осы нәрсе дұрыс айтты. Негізінде бізде осы қолдау деген нәрсенің өзі дұрыс қалыптаспаған. Наоборот қолдайды бізде. Иә, наоборот, құлап қалсаң комментариймен қадап жіберетіндей дайын тұрады. Енді оны қабылдау керек. Енді еліміз мүмкін әлі сондай деңгейге бар. Сонда кейбір жанкүйерлердің мысалы ұтып алсаң ғана о красавчик, ұтылып қалсаң сразу көміп тастайды ғой. Ол нәрсе негізі дұрыс емес. Бұл бірте-бірте көш жүре сөйледі ғой. Оларға сын айта алмаймыз. Жоқ, мысалы мынандай ғой братан, мысалы мынада сол әңгімені айтты ғой братан іздеменше. Мысалы чемпион болып жатасыз, мысалы шахматтарға чемпион болып жатыр, анау мысалы сол кезде мысалы береді да мысалы оған дейін берсе, соған дейін берсе, соған жету үшін деші. соған жету үшін беруге, жетіп алған оған ол керек емес. Маған керек, уже оған жетіп алсам маған керек емес, лучше арттағы мысалы келатқан жастарға солар да поддержка берсе, сол дұрыс та қайта. Ол жетіп алғаннан кейін анау пояс ұстағаннан кейін, чемпион болғаннан кейін ол кезде жол уже қызық емес та. Мына кезде қазіргі данный осындай кезде берсе, сол кезде бөлек та. Өте дұрыс. Мынау негізінде мынау Аю бауырыма риза отқаным, бұл жерде адам ойын ішінде ой қалай ойлап тұр, мысли слух дейді ғой орыстар. Қалай бар, солай айтып тұрсың да. Бұл өтірік бір түр жасап, мен спорт жоқпын, ешкімге нетпей мұқтаж емеспін, бүйтіп тұрған жоқсың. Иә, жігіттер, қазақ кәсіпкерлері, там елім жерім деп көп тұрып 45 минут сөйлейтін кісілер бар, кейбір кезде бұл жерде отырып алып ше. Мен бүйткен ешкім. Оны бос әңгімені қою керек. Әзір бізде дәл осындай спортта жүріп, осындай мотивациясы бар, осындай деңгей рейтингте көтеріліп кеткен бауырларымыз тұрып, оларға жаңа орыстар көмектесіп жүрсе, енді андай кейбір кезде орыс жаман дейін десең, осындай адамдар бар да ішінде, действительно. Жаман демейсің. Кейбір өзіміз қазағымызды екі ұрып кететін жігіттер бар да. Яғни олар бізде қазір ол мида ұлттық деңгей, жаңағы рулық деңгейде жүргендер бар да, әлі руға бөліп трайбализм, аняққа мен ру мынандай, мен чисто адай болсағанда көмектесем, мен там әлім болсағанда көмектесем деп жүргендер бар да. Біреу наймандар ғана көмектеседі деген сияқты. Сода деңгей, ұрлық деңгейде жүргендер бар. Сосын ұлттық деңгейде жүргендер бар да. Ұлттық, мен қазақ болса көмектесем деп қана жүргендер бар да. Одан жоғары нәрсе ол адамгершілік деңгейі. Ол кезде ұлт деген қарамайды негізінде ше. Бір туды көтеріп жүр ғой. Иә, бір ту еліміздегі бір ту, иә, былай қарасаң, таза дұрыс адам екен деп те сені қолдап жатыр, ол сенің мысалы ол сен қазақ екен деп қолдап жатқан жоқ. Ол сен дұрыс адам. Өйткені өзі ынтасы бар, мақсаты бар, соған ұмтылып жатыр. Неғып көмектеспеске деген нәрсемен көмектесіп жатқан орыс. Ол орыс шақырып арнайы подкастта бір рахмет айтып жіберсек де болады екен негізінде. Дәруменсіз беріп қой, ондай орыстар ұзақ өмір сүрсін, иммунитетіне қарап жүрсін. Боксер может обидеть каждый, но не каждый успеет извиниться дейді ғой, орыстар айтады ғой. Сол негізі дұрыс айтылған ғой. Боксер болу негізі дұрыс. Мен жігіттерге айтамын негізі. Біреулер сұрап жатады, бокспен айналысып жатсақ. Там бокспен айналыссам әлі чемпион болып үлгеремін ба дейді. Сен чемпион боласың болмайсың ба? Холлифилдтың сөзі бар. Яғни Тайсон ұтылып барып құлағын тістеп алды соны. Сол Холлифилд айтты да, ол мен дейді бокспен айналысуымды тоқтатпаймын дейді. Чемпион болып жатсам күшті дейді да. Чемпион болмай қалып жатсам да мен не ұтыламын дейді да. Мен денсаулығым нормально. Лишний вес жоқ. Всегда формада жүремін дейді да. Өз өзімді қорғай аламын. Есі дұрыс адам боксер всегда уважать етеді ғой енді. Енді өзінің басына проблема іздеп, артына проблема іздеген адам болмаса ғана бір лишний сөйлеуі мүмкін боксерға. А так негізі бокспен уақытын боксқа жұмсаған адам кемде ұтылмайды. Келесіз ба? Қаншама мысалы жастар клубта жүрді кезінде, ішкен жеген мақтанып жүрді, сен мысалы сол кезде түрмеде жүрдің. Соның нәтижесін қаншама жыл арасында өтіп, мүмкін даже Қазақстан чемпионаты төрт отқанда ондай атаққа алып келмеген. Мынау қазір медиа дамыған себепті алып қаншама елге танып кеттің қазір ше. Қазір действительно қазір курьерлармен лишний артық сұрақ қоймайтын болды ғой қазір ше. Боксерлар бәрі лишний сұрақ қойып ертең. Ішінде боксер, борец бәрі жүр ғой. Сол ғой, небір адамдар жүр екенін ойлайсың да. Біз енді курьер деген барып кел, шауып кел деп ойлайды көбісі. Сол үшін жігіттер курьерларға да. Мына Мұхаммед Алидің бір сөзі бар. Мен дейді официантпен грубо, жестко сөйлесетін адамдармен дос болмаймын дейді, партнер болмаймын дейді да. Неге десең дейді, ол егер менің де официантпен сөйтіп сөйлесіп, бірақ маған уважительно даже мен сыйлап тұрып сөйлесе дейді, мен оған сенбеймін дейді. Неге десең, егер мен де сол официанттың деңгейіне түссем, ол да менімен сөйтіп сөйлесер еді дейді да. Яғни официантпен төмен қарап сөйлесіп, жаңа болмаса курьермен төмен қарап сөйлесіп, басқа адаммен бүйтіп екі жүзді болып жатқан адамдармен негізі жұмыс істеудің де қажет емес та. Енді өзің көріп отқан шығарсың, неше түрлі үйлерде болдың, неше түрлі адамдарға затын апардың. Енді бүйтіп менсінбей қарайтындар да бар, жиіркеніп қарайтындар да бар,
жақсы қарайтындар да жақсы бар. қарайтындар да бар. Сол үшін Әртүрлі адам бар. иә, әрқашанда ол мысалға чемпион болсаң да, чемпион емес болсаң да, бай болсаң да, кедей болсаң да, ең бірінші мақсат негізі адам болып қалу ғой бұл өмірде. Аха. қазір енді әлеуметтік желіде мотивация өте көп қой. Действительно біреудің базарда шығып, Шафқат мысалы базардан жүріп чемпион болып кетті, мысалы құдайға кім білген, UFC-дің чемпионы болып жатыр да енді. Базарда жүріп тек қана KFC жеп жүргендер бар, мынау базарда жүрді UFC-ға бірақ шықты ғой мысалы, ол действительно бір уровень да. Сөйтіп ол мотивация болып бар историясын, бірақ ол жайлы кино жоқ бірақ. Бокс жайлы мысалы кезінде анау Рокки деген киноны көрген шығарсың. Роккиді действительно бәріміз көрсек қой, Роккиді көріп сол жерде бой сенсек кетеді ғой, шығып болғанша жапырақтар ағашын жапырағын ұрып, өйткені ол мотивация береді. Бірақ мен ойлаймын сол қазақ аудиториясында да боксқа қатысты кинолар түсіп отыр. Енді удачный шыққандар рэкеттер ғой енді. Ол бандит болып кетті соңына таман, енді бір қазақ аудиториясында жастарға мына 2000 жылдарда білесің, қазақ боксы бір кәдімгідей атты ғой, трамплин болды 2000 екі олимпиада чемпион алу, бір рет болды бізде, ол 2000 жылы Сидней олимпиадасы, Саттарханов Бекзат ағамыз бен Ермахан Ибраимов. Енді осы кезеңдерді көрсететіндей бір өзіміз бір кино түсіреміз деген ниетіміз бар. Бізге бір қолдау көрсетіп жіберсең өз тарапынан да. Енді біз көрермендерге де бұл үлкен проекттің болып жатқанын іске асатынын хабарлағымыз келеді. Бізді күтіңдер. Құдай қаласа бізде сондай YouTube сериал жасаймыз. Өйткені бұл бокс жайлы ма бұл таза? Бұл негізі бокс жайлы. Бокс жайлы кино болмақ. Өйткені бізде енді Бразилия дегенде футбол дейсің, там Япония деген дзюдо дейсің, бокс дегенде Қазақстан деп айтатындай деңгейге келіп қалды ғой негізінде. Енді әлемде қазір бірінші, екіншіге таласып жүрген елдің біріміз, бокс державасымыз. Соған сай біздегі енді қазір самый массовый спорттардың бірі еліміздегі боксшы. Енді оны тағы бір кино түсіріп жіберсек, ертең оның дәл сол атқа лайықты нәтижелер шығатынына себеп болады. Құдай қаласа, болады ғой, смело. Бұл подкасттың аты қолда, яғни үлкен жетістікке жеткен адамдардың бәрінің артында қолдау болғанда, ол ақшалай болмаса морально болмаса ақшалай керінше, енді көп қой. Аспаннан ешкім саурап түскен жоқ. Кішігірім болсын бір қолдау көрсеткен адамдар бар, кейбір күні бір қара нанды аш күні бөліскен адамдардың аттары есте қалады ғой. Дәл сондай, енді жақсының жақсылығын айт нұр тасысын дейді ғой. Действительно бір сондай күндерде бір көмектескен адамдар болса, біздің осындай рубрика бар. Ел біліп жүрсін, аты жөнін біліп жүрсін, түрін білмесе де. Кімдер бар ма сондай есе бір? Бар ондай. Мысалы, ең басына шықпай жатып қолдап жүрген, мысалы шықпай. Кішкене болсын поддержка жүрген. Астанада Арзу деген ресторан бар. Өзім жақсы кісі. Арзу рестораны? Астанада Арзу деген ресторан бар. Мұрат деген. Соған барам. Жездем Аллаға шүкір. Сол кісі әлі күнге дейін қолдап келе жатыр ғой. Кино өзім достарым ғой енді, көбінесе достарым да баяғыдан келатқан достарым. Енді бәрін айтпай қойын, көп қой енді. Достар? Өзім достарым, класстастарым. Солар қолдады, ең аяқта. Детейлік центр бар енді, аты есім шығып тұр енді бар, детейлік центрдің Еркөш деген. Еркөш? Өзіміздің ініміз солар, мысалы, қолдаған. Әлішерлер, Еркебұлан Тоқтар. Қатты қолдады. Еркебұлан өзі ғана емес, әлеуметтік желіде сенің де арасында бір пиар етіп тұрады, мен көріп қалдым. Риза болдым. Қатты қолдаған. Еркебұлан молодец, еркек. Солай болу керек. Рамазан Рамбердиевтің өзі. Мысалы, мүмкіндік беріп отыр, жекпе-жектерге тартып. Мүмкіндік береді, андай. Ұтасың ба, мысалы, қай мысалы, Алматы ұтсаң да, ана жақта ұтсаң да, өзінің атынан гонорар беріп, бонус береді. Керемет. Сол бар, Аблай матчмейкер біздегі Рухтаға. Сол кісілер, мысалы, өте қолдау мықты. Сол кісілерге шын жүректен рахмет. Жігіттер, Алла разы болсын. Мынау қазақ сөзі бар ғой, жаңағы не дейді сондай, жақсылыққа жақсылық әр адам істейді ғой, жаманшылыққа жақсылық ер адам істейді. Одан бөлек жаңағындай осындай, енді санасы болса адамнан қайтады, санасы болмаса Құдайдан қайтады дейді ғой. Міне саналы бар адамдар, спортсмендердің көпшіліктері саналы жігіттер, сіздердің аттарыңызды осындай ел алдында айтып отқанда, ол үлкен бір спортсмендердің, ол адамгершілігі дұрыс адамдар, ондай
қиын кезеңдерде көмектескен адамдардың аттарын ұмытпайды ғой негізінде. Осындай кезде еске салып отырсың. Осындай қазақтың жігіттері қолдайтын жігіттер бар кезде, жаңағы ерім дейтін ел болған кезде, елім дейтін ерлер шыға береді ғой. Ол кезде мысалы кейбір кезде балдардың мысалы возможность болмай қалады енді, мысалы бойдың алдында кейбір кезде болмай қалады енді. Иә, питание бар, витамин бар, там жататын жер бар, мысалы бір екі адам тұрамыз, 250 мың квартира тұрады мысалы. Квартираның өзі шығару оңай емес. Сен квартираға ақша табасың ба, жоқ тренировка істейсің ба деген сияқты нәрсе ғой. Ол ертең ай тақалып қалған кезде квартираңа сен бойың барады деген ғой, сен тұра тұрыңдар деп айтпайды ешкімдеші. Иә. Сондай болады ғой мысалы, бұл жақта Алматыда строго ғой мен. Иә. Бір күн кешіктім, давай. Сондай сияқты. Бірақ енді андай не дейді жаңағы басқа түссе баспақшылық дейді ғой. Осындай қиын жол таңдаған өзіңсің. Действительно, бұл қиын жол таңдаған енді действительно қазір былай қарағанда үйден де шықпай басқа бір мемлекетте жұмысқа кіріп алып сөйтіп істеуіңе де болады, бірақ алла тағала бойыңа беріп қойған талантты ашу үшін және ол мүмкіндікті арқылы өзің еліңде таныту, елде де таныту мүмкіндігі бар сенде. Сондай жүкті алып тұрсың шын айтқанда. Бұл қиын жолда саған сәттілік тілейміз. Бұл оңай жол емес. Өйткені оны елім жерім деп айту бөлек, бірақ елдің туын көтеру деген ол үлкен жауапкершілік. Ал жекпе-жекке шығып көтеру, ол жақта енді действительно сен тұр мен айтайын деген жігіттер ғой ол. Ешкім басынан сипаламайды. Осындай өзіңе қауіпке басын тігіп, мемлекеттен жаңағыдай жеке жаңағыдай спонсордан қатты үлкен қолдау болмаса да, өз күніңді өзің көріп жүріп, жаңағы квартирада тұрып жүріп, шыны керек бұны көріп жатқан спортшылар негізі көпшіліктеріміз андай айта алмаймыз ғой негізінде. Бір жағдайымыз доп адам сияқты жүреміз ғой. Спортсмендердің бәрінің жағдайы сол ғой, бәрінің. 95% спортсмендердің жағдайы доп емес. Жігіттер подписчиктері көп болғанмен ақшалары көп емес болуы мүмкін. Ол сосын мысалға Америкада арнайы агентстволар бар спортсменге спонсор іздейтін да. А бізде кім? Бізде қалай дейді? Бір жарыс өтіп келген кезде бір ағашқа бір ат мінгізуі мүмкін, деп жанына бір екі рет фотоға түсіп сосын кетеді да, ол бірақ одан кейін өмір жалғасып жатыр, оның не өмірі не болып жатыр да. Ал бірақ кезінде осы жүйе біздің қазақ елінде болған екен да. Кезінде бір ауылды бір бай баққан деген әңгіме бар ғой негізінде. Бір ауылды бір бай баққан, ол бай енді мал ұстау біледі, яғни Алла тағаланың қолына мал бітірген. Бірақ сол ауылда батырлар бар ғой. Ол батырлар тренировка істеп жүреді. Сол батырлардың семьясында ауыспайды ғой. Оларға да сол малмен көмектесіп жатқан екен да. Бірақ сол байдың басына күн туған кезде, малына проблема туған кезде, жаңағы батырлар шаққан, "Что там, не бар, бізден не көмек" депші. Қыз шарын шығарады, барып вопрос шешіп кететін болған. Ана барымташыл ұрылар келген кезде батырлар жіберетін болған да. Андай шыны керек ас жерде көт шарда деген сияқты бір керек кезде ғана батырларға звондап, "Батырлар қайдасыңдар? Сен торпедасыңдар ғой" деп айтпаған ғой, короче. Ол бір-біріне пайдалы болған. Кейбір кезде ақын жазушылар болған, ақындар болған. Ол ақын деген енді ол тілдің адамы, оның тілі өткір болған, бірақ ол ойындағы нәрсені тікелей шындықты айту үшін оған қолдау керек болған. Сол кезде жаңа ақынның артында екі болмаса бір дос, батыр досы болған. Сол бүйтіп отырған ғой. Кезінде ана Сүйінбай Аронұлбаның ақын қырғыздың ақынымен айтысуға барған кезде артында Сұраншы батыр дейтін бар екен. Сұраншы батыр отқан екен. Сұраншы батыр от. Сол кезде Сүйінбай кішкене батыр айтып жүрген кезде, қырғыздар қалай дегенде Сұраншы батыр жайлап қылышын шығарып қойды дегенде, жігіттер бәрі тынышталып қалды екен. Сосын ойыннан айтқанда, дәл сол сияқты біздің елде сол нәрсе болу керек. Жүйелі түрде басшы ма, бай ма спортшыны қолдасын. Спортшы байдың да басына күн туады. Қазірде осы мысалы спортшының артынан қаншама әлеуметтік желіде қаншама подписчиктары бар, танымалдығы бар. Сол байды танымау мүмкін, бірақ сол компаниясы соның атын шығаруына көмектессін. Болмаса бір құдай сақтасын бір әділетсіздіктер болатын болса, ол да оған енді адам күні адаммен, маймылдың күні бананмен деп қоямыз. Бізден де бір күні қайтады да, спортсмендерден де қайтады, соны білу керек. Мысалға Америкада налог өте көп білесің, налог көп, байлар ақша табады, бірақ налог өте көп. Сол кезде қалай істеген ол жақта жүйе? Спортшыға көмектескен компанияның налогын азайтатын болған. Мысалға, ол налогтан $1 миллион төлеп отқан адамға, мысалға да мемлекетте, оған бір спортшыға көмектескен выгодно да, шаққанда жүйе дұрыс қойылған. Сосын бізде мысалға спортшылар бір байлардан бүйтіп, бір ағалардан бір дәмет бар ғой, бір нәрсе көмектесетін шығар деген сияқты оймен тұрады ғой. Сөйтіп соның қасында жүреді, там той томаққа оларға байларға деген ол ашпаумен тоқпа ойнамайды деген сияқты. Ол бала режим жасап отыр, бауырым тойымды жасап отырмын, кек кетші дейді да. Болды, бір рет тойға барғаннан болды ғой, білесің ғой. Тойдан той, ертең режимнен да шығып кетеді жаңа балаш. Сөйтіп ол ағашқан қасында жүру керек болады. Мен ол біліп тұрмын да, ол
кім чемпион болып кетті, ертесің бір екі аптадан кейін қарасаң инстаграмда біреудің тойында жүреді ғой ол жаңағы чемпион. Дұрыс емес та. Ал керісінше Америкада жаңағы бай налогын аз төлеу үшін жаңағы спортсменнің қасында жүреді ғой. Сенің спонсорың болайыншы мен депші. Елдің алдында шығып жүрген адамға спонсор болса, мемлекеттің алдында оның кішкене налогынан азайтылады. Оны көрдіңіз бе? Жүйе дұрыс қойылған да. Мысалға рингте мен арыстанмын, батырмын деп бүйтіп жүрген адамды қазір біздің қоғам бір байдың қасына барып мысық қылып қойғысы келіп жатыр да. Что там дәметкен аруақ дейді ғой, сондай байлардан біраз дәметіп қашан бір-бірлей берер екен жекпе-жекке деген сияқты. Негізі ол дұрыс емес. Иә, аға деп сыйлау керек, үлкен кісі болса, оның жаңағы байлығына емес, жаңағы елге бергеніне қарап, спонсорлар жаңағындай спортсмендерді қолдағанына қарап, жетім жесірге өмірскеніне қарап сыйлау керек қой негізінде. Сол үшін мен ойлаймын, біздің елде сондай қолдаудың да этикеті дұрыс қалыптасса екен, жанкүйердің де этикеті дұрыс қалыптасса екен деген еді. Осы енді әр кухняның өзінің ішіндегі әңгімелер бар ғой, мысалы, бұл спортсмендердің арасында ішіндегі закулис айтылатын әңгімелер еді негізінде. Бірақ анандайлар болады зат, қандай комментарийлар ше? Жаман айтатындар ма? Аха. Бәрібір болады сияқты ондай. Олардың болғандары да жақсы, негізі ахват көбейеді да, сол жігіттер жаман да жазып тұрмын да, ол да жақсы жазасыңдар, жаман жазыңдар деп ше. Дұрыс айтасың, ол болады. Ол онсыз болмайды ол. Көп ондай. Иә. Ана айтады ғой, я не доллар, чтобы всем нравится дейді ғой. Мен доллар емеспін, бәріне ұнай береді дейді ғой. Біреуіне ұнамаса, біреуіне ұнамайсың. Ол нормальный нәрсе. Сол ғой. Сол Аю бауырым, енді Аю енді қыста ұйқыға кетсе, сен что-то ұйықтамайтын Аю екенсің өзің. Келесі бойға қашан? Иә, дүние не деп не құр жүрмей мал жинап жүресің, татуировать етіп жүресің арасында, бойға дайындалып жүресің. Бой қашан? Қанша? 8 февраль Шымкентте. 8 февраль Шымкентте. Шымкентте қолдау көп болатын жер деп ойлаймын саған. Шымкентте аға. Кіммен? Әлі белгісі ба? Белгісіз аға, бірақ. Опа. Тауып қойдық дейді, бірақ айтпай жүр жата. Шымкентте екеннің өзі саған мотивация ғой же. Шымкенттің халқы ол төбелеске жақын, бір табан. Қолдауды өлтіреді олар. Олар страшно қолдайды ғой. Иә, қолдау жағынан енді проблема болмайтынына мен сенімдімін. Шымкенттің халқы дейсің, мен ойлаймын, бір қаймағы бұзылмаған, бір қазақлық сақталған. Шымкентте мысалы Абылайдың тойына бардық, мә, бірақ ондай да күтіп алу бар ғой, бөлек қой. Аяқ қолың жерге тигізбейді Шымкентте ше. Бөлек. Вот ол нәрсе енді ол вот ол қолда қолдау да. Иә. Ол халықтың бір жаңағындай тамағын бермесе қабағын беріп, келдің бауырым, давай деген сөздің өзі ол жоқтан гөрі жоғары ғой. Аха. Сол үшін мен ойлаймын, Шымкентте бұйырса жеңістің торынан көрінесің. Құдай қаласа, аха. Оған дейін енді біз өз тарапымыздан білгенімізбен бөлісіп тұрамыз саған. Құдай қаласа енді. Бауырлар, қазақ YouTube кеңістігінде подкасттың түрі бар, бірақ енді бірімен бірегейіне жататын, яғни спортшыларды қолдау мақсатында ашылған қолда подкасты іске қосылғанын айтқым келеді. Яғни бұл жерде өмірінен жартысынан көбін спортқа беріп, елдің туын бірнеше ареналарды көтеріп, бірақ ел алдында дұрыс қолдау көрмеген, яғни кейбір кездерде демеушілердің болмау себепті карьераларында қиындық туып жатқан спортшыларды шақырып, өз тарапымыздан соны елге таныстырып, мүмкін араларыңыздан сондай бір жомарт жандар шығып, қолдап жатса, оған біреуіне болсын бір себеп болсақ, біздің миссиямыз орындалды деп білетін боламыз. Яғни сіздер де бізді қолдап подкастын жібере алмай көріп отырсыздар. Енді біздің бұл қолда подкасттың негізі бір андай бір политика, болмаса бір қайғылы жағдай айтатын бір уақыт жоқ оған бізде. Біз әрқашан көңіл болуға тырысамыз, мотивация беруге елдерге қолдан келгенше. Енді бізде бір ойым айдары бар. Яғни саған осындай бір сұрақтар тізім беріледі. Ішінен таңдап, қысқаша мүмкін не үшін сол вариант таңдағаныңды айтып өтсең болады. Қазір келесі болатын рубрикамыз, яғни осы күні елімізде Рух файтингта төбелесіп жүрген жігіттер бар. Солардың ішіндегі ең бір мықтысын анықтайтын боламыз. Саған ұнайтын мықтысын да, мүмкін ол өмірде одан да мықтылар бар шығар, бірақ саған ұнайтын мықтысын анықтайтын боламыз. Өз таңдауыңда айтып бір-екі сөзбен не үшін екенін айтып өтсең болады. Так, Улук легенда Сәкен. Сәкен таңыз қайық, Сәкен. Не үшін Сәкен? Просто Сәкен болған үшін ба? Сәкен болған шығар. Қарапайым ол да. Қарапайым болған үшін Сәкен. Сәкен или Мапох? Мапох. Не үшін? Мен де қатысады ғой. Сен учениксің ба? Жарайды. Мапох или Бүжай? Мапох. Мапох до конца келе жатыр ғой что-то. Мапох или Дарабоз? Мапох қой. Дарабоздар жүреді ма Мапох? Жоқ, жақында Мапох пойсылады, жақында қаласа. Сен өзі дайындап отырсың, оған өзі біліп тұрсың. Иә. Мапох или Сани? Мапох қой. Мапох или Дастан? Мапох. Мапох или Еркебұлан? Мапох па?
иә не болып кетті бәрі мапох беріп жатыр ғой четін. Мапох или убучук? Мапох или апачи? мапох Базарық. Мапох шапканы шештік, лайк басықса. Красавчик екенсің өзің. Бар ғой, апачылар ренжіп қалмай шығар ғой. Апачылар апасымен чай ішіп тұрсын деп қойса. Ренжіп қалмай шығар Красавчик. Ренжіп жүр. Нормально. Давай, боксерлар жайлы айтып таңдайтыным бар братан, мен уже таңдап қойдым мен ойдан. Иә. Жоқ, көрдім, барын естіп қалдым ғой. мен жазып отырмын уже. Мен таңдап қойдым братан, уже до конца сол. Ой! Саттархановты қоспай қой братан, бірақ. Иә. Оны қоссаң содан көріп болды дейші. Иә, оны қоспай қойшы бірақ. Иә, дұрыс айтасың, жатқан жайлы болсаң. Иә, Действительно, бәрімізге себеп болды ғой. Иә. Сол себеп болған шығар. Саттарханов болған шығар, кумир басында. Саттарханов действительно 20 жасында олимпиададан алып тастаған деген. 5 жыл олимпиада чемпионы болды деген ол енді тарихта бұл Саттарханов ағамыз жайлы бұл ағамыз негізінде әуесқой бокстың кезде көп ұтылмаған ғой ол. Көптеген жарысқан әлем чемпионаты, Аргентина әлем чемпионаты күміс жүлдегер атанған, иә. Полуфиналда кім жеңген білесің ба? Полуфиналда Ригондо Ортиз білесің ба? Қойшы соны жеңген. Ригондо Ортиз жеңген ғой. Двукратный олимпийский чемпион. Там четырехкратный олимпийский чемпион бер ғой, сонда ғой? Ригондо білесің ба? Иә, білемін ғой. Шакал, Шакал. Нормально. Дөңгелегі бар ма не? Иә, Эль Шакал деген соны ұтып қойған. Бұны көпшілік білсе біле бермейді. Қойшы Ригондо мен естідім. Ригондоны молодежный чемпионатта полуфиналда ұтып алған ғой. Мәссаған. Действительно, иә, қалай, иә. 2 мәрте олимпиада чемпионы ұтып алған Бекзат ағамыз. Дәл осы ойын боксшылар. Енді өзің базаң бокс болған, боксшылар сен не понаслышке дейді ғой, сыртынан естімей, жеке танитын боксерларың да бар, иә? Иә. Давай. Бірінші Данияр Елеусінов, немесе Нұрбек Оралбай. Данияр Елеусінов, иә? Не үшін? Енді әлемдік чемпион дұрыс. мықты боксшы ғой. Иә, мықты талант. 69-да. Данияр Елеусінов или Бахтияр Артаев? Артаев. Не үшін? 2004 жалғыз алтын, еще велобаркер. 2004-те еще андай соперниктерді ұтып алды. Двукратный олимпийский чемпион кімді ұтты? Олег Саидов ұтып алды. Одан кейін Корпус ұтып алды алтында 2008-де. Кім еді сосын? Корпус ұтты ғой 2008-де. Корпус ұтып алды, 2008-де Корпус ұтып алды. Сосын анда финалда кімді ұтып алды? Кубинский кім еді? Арагон бе? Соны ұтып алды. Жалғыз алтын ғой. Бахтияр ағамыз енді действительно легенда ғой, жігітші ғой ше. Әңгімесінің бәрі қазақы, жігітші жүреді. Өмірге деген көзқарас түзу, ана ұтып кетсе тас кетпейтін, иә. Сондай кісі. Бахтияр Артаев или Серік Сапиев? Артаев. Опа. Так, Бахтияр Артаев или Трипл G? Артаев. Бірақ жекпе-жекте бұрында екеуі панюшам істегенде кім ұтып кетті? Трипл G ұтып кеткен, бірақ бой туда-сюда дейсің ғой, иә? Мен де сөйтіп ойладым, туда-сюда, екеуі де. Так, Артаев или Жанибек Әлімханұлы? Артаев. Әлімханұлыға ренжіп жүрсің ғой? Жоқ, ренжіп жүрген жоқпын маған. Ана кубок жетісуда, кубок жетісу. Ол кезде не болды? Чемпион мира болды бір адам білесің ба? Астанада болды. Иә. Чемпион мира болды. Мен ол кезде кубок жетісуда чемпион болғанмын. Сол кезде сол медаль тағып, сол Жанибек. Именно 75-те ше. Сөйтіп айтып қойса, жақсылықтарын, красавчик. Ол сол тақты ма саған? Сол тағып 75-те ғой. Сол тағып, бірақ Артаев братан маған білмеймін. Ерекше ұнайды деші? Бөлек қой. Красавчик. Ана негізі андай нәрсе бар. Не дейді жаңағыдай? Қазақтың жалпақ тілімен айтқанда жын жарысқандар дос болады дейді ғой. Жаңағыдай. Адам ішіндегі құндылықтар сай адамдар бір-біріне тартылады да. Енді сенің құндылығың мен Бахтияр ағамыздың құндылығы сай болып тұр ғой. Ол елім жерім деген қазақы, сосын қарапайым ғой. Мықты кісі ғой. И четкий да. И андай қазір енді көтке кіруден әлем чемпиондары көп қой, конкрет айтқан кезде. Ондайлар бар. Ондайға бармаған спортсмендердің бірі ғой. Ондайға барса жоғары тұрады. Иә, ондайға бармаса одан жоғары отырар еді. Анау ондайлар білеміз ғой, алыстан күлкілі емес болса да деп күліп отырады. Ондай спортсмендерде бар екен білеміз, бірақ нақ Бахтияр ағамыздың бойында ондай қасиет жоқ. Так, Аю бауырым, Аю деп айта берейінші енді. Айта берші. Аю. Негізі действительно ондай елдің аты қойғаны ғой, ата шақырған аты қойған Бекжан болса да, былай елдің атқан Аю болып танылып кеттің ғой. Енді батыр аңғал келеді, аңғал адал келеді дейді ғой қазақта. Действительно өзің батырлығың да бар, аңғалдың да бар, адалдың да бар екен. Байқап отырмыз. Енді Алла тағала сенің осы спорттағы вообще өміріңді жеңілдетсін. Біріншіден Алладан қолдау керек бізге. Иә, Алла тағала өзі қолдайтын болса, қалған жердегі қолдайтындарды өзі жібереді ғой. Шап қалып. Себепші болады қалғанда. Біз оғанда бір кішігірім себепке осы жерде көріп отқан ағаларымыз осыны қолдап болса, біз де қуанышты болармыз. Действительно, бойында қазақылығы бар, жаңағыдай қарапайымдылығы бар,
өзіңдей бауырыңызбен жеке танысып жатқан қуаныштымын. Мысалы братан мешітте қанша рет кездесті, себеп қой ол себепші. Мысалы мешітте қанша рет көреміз ғой бір-бірін. Мешітте талай кездестік, енді бекер емес шығар деп ойлаймын. Өйткені осы подкасттың басында бірінші болып қонақ болуының себебі бірден бір сол енді алладан бір белгі болды деп ойлаймын. Сол бауырым, Аю, шақырғаныңызға жауап беріп келгеніңізге үлкен рахмет. Болды, алдағы уақытта үлкен жеңістер тілейміз. Болды, Алла разы болсын. Красавчик. Мынау саған бізден. Не? Шай мен паталап бөлтіріп тастап жүрмін, сразу деп жүр. Мына баяғыда братан біз сникерс істейтін едік қой, сондай ма мынау примерно? Жоқ, одан усилен тұр мынау. Бауырлар, бұл подкаст шынайда және қызықты өтті деп ойлаймын. Сіздер өз тараптарыңыздан бізге подписация етіп, және де лайк басып, комментарий жазып бөліссеңіздер қуанышты болар едік. Рахмет.